сыртына шықсы көреді. Сондықтан ретрит алғым келеді, сіз шындығында нервный болып кетесіз ау, мен де бағанағы әйел сияқты сіздің сөздеріңізге ере алмаймын дейді. Мынандай да, адам миы, ол әйел бәрібір өзінің дегенін алды да. Мен еріншеткенмен ол әйел бәрібір өзінің ақпаратын естіді. Адам өзінің өмірден өзгертпеу үшін 1045 жаңағы сылтауды тауып, әйтеуір өмірін өзгертпеудің 1045 түрлі жолын іздей бастайды ғой. Лишь бы өтпеуге. Өмір шешімдерден тұрады да. Мен оны сөзді 1000 рет айтуға, сіздерге 1000 рет бөлісуге жаным сол дайынмын да. Қарасаңыздар, мен адамдардың инициативасын байқаймын да, бір күнде. Вау, мен осыны істеймін дейді да. Одан кейін ертесіне соны істемес үшін өзі бір жаңағы істеймін деген бір инициатива көтерілсе, оны істетпес үшін 1000 сылтауды ойлап табады ғой, лишь бы істетпеу үшін. Дәл қазір ол кісі ретрит туралы ойланып жүрген умы, енді Мақпал Қаратайдың ретритіне бармас үшін мен сізді нервный қылам, сондықтан бармай қояйын деген шешімге келдіңіз да. Либо сіз өзіңіздің зов сердце, душаңыз тыңдайсыз, либо сізді аяғыңыздан тарта беретін, сізді құрдымға шақыра беретін умды тыңдайсыз. И қазір сіз жаңағы зов сердцаны тыңдаған кезде ол айтады, өткілік береді. Барайық ретритқа. Біз көбіне өзіміздің умымыздың даусымен, жаңағы неміздің даусын, душамыздың даусын ажырата алмаймыз. Ум сөйлей береді. Сөйлей береді. Қазір мен сіздерге ақша туралы айтайын. Қыздар, күшті нәрсе айтамын. Дайын отырыңыздар, жандарым. Переход сабағын алып, күйеуімнің манипуляциясынан шықтым, қорқыныштарымды жеңдім, рахмет дейді. Қалай өзіңе сенімді болуға болады дейді. Сіздің ішіңізде, например, қараңызшы, мен сіздерге айтып отырмын, сіздің ішіңізде Құдай бар деп, сіздің ішіңізде шексіздік бар деп отырмын. Егер сіз өзіңіздің, мысалға менің Мақпал личностім, өзіне сенімсіз, қорқақ, журналист, ақшасыз, өмірден ештеңе көрмеген болады да, менің ішімдегі личностім. Егер мен личностьта тұратын болсам, өзімнің программама отырсам, онда мен де өте сенімсіз болдым, дұрыс сөйлей алмайтындығым, тұтығып ойларын жеткізе алмаймын. Ал егер мен сол личностьтан ажырап, өзімнің ішімдегі шексіздікке, шектеулі ғой личность, шексіздікке қосыла бастасам, сразу менде сенім пайда болады. Сразу 100% ол сенімді мен қолдан жасамаймын. Кәдімгідей бүкіл теломмен, бүкіл клеткаммен, кәдімгідей бір бойымдағы алып күшті сезем. Қараңызшы, мысалға, сіздің бойыңызда, менің бойымда личностім бар. Личностім Жамбыл облысы, Сарысу ауданы, Шығанақ деген ауылда туылған, мектепте оқыған, ол мектепте орыс тілінде болмаған, ағылшын тілінде болмаған, ол мектепте жаңағы көп сабақтар өтпеген, өте шалғайдағы ауылда дүниеге келген адамды мен Мақпал ретінде. И одан кейін кішкентай балалық шағымның барлығы кедейшілікпен, ақшасыздықпен, 90 жылдардың тоқырауына тура келді, сол балалық шағымның барлығы. Енді ол менің личностім. Қазіргі алып қарайтын болсам, менің личностім жасы 45-те, 3 баласы бар, кәдімгідей Мақпал ретінде. Ол личностьтан бөлек, мынау личность болатын болса, менің ішімде аватар бар. Менің ішімде шексіздік бар, я. Менің ішімде мәңгілік өлмейтін часть бар. Мен өлген кезде ол Құдайға барып, душа деп атайсыз ба, чистое сознание деп атайсыз ба, божественный разум деп атайсыз ба. Яғни мен өлген кезде ол сол аспанға, Құдайға қайтадан, аспан деген сөз дұрыс пайдаланып отырмын ба, кеңістікке, Құдайға қайтадан ұшып кетеді. Енді мен анау егер личностыма кіріп кете беретін болсам, мен өзімді өте сенімсіз сезінемін. Мен де қорқам, личностым қорқақ, өте қорқақ. Любой шорықтан қорқады менің личностым. Егер мен личностыма кіре беретін болсам, сенімсіз, өйткені мен Оксфорд бітірген жоқпын. Менің личностым орыс тілін дұрыс білмейтін, ағылшын тілін дұрыс білмейтін, андай бір қарапайым журналист болды. Ал мен личность емес, мен ішімдегі шексіздік аватарға
қосылам. Ол бәрін біледі. Ол пәленбай реинкарнациядан өткен. Менің ішімде учитель де бар. Менің ішімде Изабелия да бар. Менің ішімде махаббат та бар. Егер менің міндетім осы ғұмырда личностьтан ажырап, соған қосылу болатын болса, почему бы сол жолды іздемеске? Ояну деген, пробуждение деген ішіңдегі духты табу, осы духқа қосылу. И дать ему мен саған бүкіл өмірімді берем, сен жаса барлығын. Саған любой нәрседен ожидание қоймайсың. Мен саған просто өмірімді берем. Барлық нәрсені алдыма қажеттіні сен жаса дейсің да. И в основном чистое сознаниеде өмір сүресің. Мен сіздерге жаңа чистое сознаниеға өтудің жолын көрсеттім. Қалай? Аяғыңыздың астын сезіңіз, арқаңызды сезіңіз, табаныңызды сезіңіз, и дыханияны сезіңіз дедім. Как только сіз дыханияны сезген кезде, сіздің миыңыз не істейді? Останавливается. Сол моментте сіз өзіңіздің личностіңізден шықтыңызда, ішіңіздегі аватарға сәл де болса қосылдыңыз. И Джо Диспензаның керемет сөзі бар. Меньше быть собой, больше им дейді. Яғни өзіңнің қорқақ, уайымшыл, бейшара личностіңа емес, аватарға көбірек қосыл. И соған өміріңді стань пустым бамбуком дейді, Оша айтады. Яғни өзіңнің тәніңді соған берсең, сол божественная энергияға, мына миды тынышталдырып, отключать етіп, соған берсең, сол моментте сенің өміріңде, мен сендерге айтайын, ғажайыптың көкесі басталады. Көкесі. Сенің алдыңнан танысам деген адамдар, Құдайдың құдіреті осы Дубайға келдім, бір 2-3 адаммен танысқым келген. Өздері жазады тағы дайрекке. Сенің миыңа келген любой информация автоматты түрде орындалса, сен шок боласың. Неужели это все со мной происходит? Ё-моё дейсің. Мен сіздерге гарантия берем да. Бұл менің ойлап тапқан дүние емес, ол бәленбай жылдан бері адамзаттан құпия ұсталынып келе жатқан ілімнің төресі болып табылады. Яғни біздің ішіміздегі шексіздікке аватарға қосылу, через дыхание қосыласың, через вниманиені алақанға ішіңнен жібересің, тонкое тело арқылы. Ішіңнен всегда мен любой моментте миымды программа алып кетіп бара ма, заметить етем. Менің миымда қорқақ. Менің миым настолько, если оған мен ерік беретін болсам, ол маған ешқайда шетелде, Дубайда өмір сүрмек түгілі қазір. Мен қызға айтып берейін сіздерге, өткен жолы осы оқиғаны мен өзімнің жаңағы неме жазғым келді. Сторисіме жазғым келді, ұмытып кеттім. Қазір есіме түсті да. Адам 100% емеске дейін. Қандай программасы бар, қандай өзін қаншаға лайықтымын деп ойлайды, соның айналасында ғана алады. Одан артық ала алмайды. Егер сіздің ақшаңыз жоқ болатын болса, мен қазір сізге күшті нәрсе айтамын, ақшаға байланысты. Күшті нәрсе айтамын, қараңыздаршы, міне. Егер сізде ақшаңыз жоқ болатын болса, значит, сізде лайықтымын, ол дүниеге лайықтымын деген пазл просто не существует деген сөз. Сіздің ішкі әлеміңізді қарап шығу керек деген сөз. Өткен жолы мен мысалға өзім ойладым, мен осы оқиғаны жазсам екен деп. Осыдан ровно 2019 жылы, 19 деген мысалға 6 жыл бұрын ба? 6 жыл бұрын. 19 жылы мен Астанада нандай бір үй бар ғой, Матроскин деп атайды ғой. Бит тұрған үй бар Астанада. Сол үйде пәтер жалдап тұрдым 2019 жылы. Сол үйде тұрып жатқан кезімізде біз ол үйге бір 250 мың теңге төлейміз 2019 жылы. Мен ол кезде бақытты әйел жабылып, бір өмірде сағым сынып, құлап, ақша таба алмай қалған, сондай бір құлап қалған моментім еді. Именно адамдар құлаған моменттерінде өздерінің бұрынғы результаттарын ұмытып қалады. Адам ойлайды, бітті, өмір бақи сорлап жүрген сияқты ойлап қалады. Өзінің бұрынғы тапқан ақшаларын, бұрынғы тапқан жеңістерін вообще есінен шығып кетеді. Менің де есімнен шығып кетті. Мен сол үйде тұрып жатқан кезде
азаннан кешке шейін өзімді бейшара сезіне бердім, көме бердім. Азаннан елдің бәрі озып жатқан сияқты, елдің бәрі күшті болып жатқан сияқты, жаңағы үйде күнде ойлаймын, өйткені өзім жұмыс істей алмаймын, у меня ничего не получается. Журналист ретінде бірнеше каналдың есігін қақтым, бірақ ешқандай канал мені жұмысқа алмай жатыр. Анда барам, мында барам. Помню, Серік Абашақтың соңынан жүріп, пожалуйста, Серік аға, маған жұмыс тауып беріңізші деп жылап жүрмін да. Рексстан ұстап алдым. Сөйтіп, сол 2019 жылы мен жаңағы біз тұратын үйде, Матросский үйде 250 мың теңге 3 бөлмелі пәтер тұрамыз. Жалдап тұрамыз. Күйеуім Қазақстан ұлттық арнасында, ол кезде бұрынғы күйеуім жұмыс істейтін, мен 3 балам бар. Сөйтіп жүрген кезде сол үйде су жоқ та, фильтр жоқ. И содан мен жаңағы күнде бұрынғы күйеуім маған бір қолыма тыйым береді. Сол тыйыммен мен 5 литр баклажканы алам да, тура напротив керуеннің қасында бір үй бар. Сол үйден андай фильтрмен су алам. Астына тұратындар біледі. Кәдімгі тиын салам, 50 тиынға 10 литр су құяды, 60 тиынға 10 литр су құяды. Соны көтеріп 5 литрден үйге алып келем. Жаңа картошканы ашырып тамақ істеймін. И настолько өзімді түсіріп тоңына төменге түсіп кеткенім соншалық бір күні, өйткені сенің миың не ойлайды, соған сәйкесінше өмірді аласың ғой. И мұның алдында мен нормально өмір сүріп жүрген адам уже до такой степени өзімді жоғалтып алғам ғой. Сөйтсем Ержанар бір күні бүйтеді, Айгерім, мен дейді, ай сайын 250 мың теңгені төлей алмаймын дейді. Ол маған ауыр дейді. Өйткені менің айлығым шамамен сондай дейді. Өзі айлық төлейді, бізге жаңа тамақ тауып беру керек. Мен жұмыс істеуге шамам келмей жатыр. Мен депрессияда өмірден баз кешіп жатырмын. И сен дейді, общежитие тап дейді. Біз общежитие тапта, сол общежитиеде тұрайық дейді. Потому что біздің басқа амалымыз. Оның алдында представьте, біздің квартирамыз болған. Ол квартираны мен өзінше бизнес ашып, жоқ қылып нөл қылып тастағам, өзінше салон ашқам, не ашқам, оны сатып қарыздардан құтылғам. Түксіз біз қайтадан 2019 жылы маған айтады, общежитие тап. Хорошо, мен бүгін общежитие табайын деймін да. Сөйтіп мен бір риэлторға звондаймын. Пожалуйста, маған андай общий коридор общежитие тап. Қазір Дубайда отырсың, представь себе, Айгера. Қазір Дубайда отырсың, ё-моё. Самый шикарный квартирада айына $10,000. И мен, представьте, общежитие табайын деп, мен, короче, ана риэлторға звондаймын. Ол айтады, короче, не деп. Кездесейік дейді. Сөйтіп екеуміз бір қыстың күні, ой суықта, короче, мен бейшара болып тұрмын, оған кездесем, сосын ол айтады, не деп. Міне жүріңіз көтерілік дейді. Екеуміз көтерілеміз. Коридормен келіп, Құдай өз кешірсін, жандарым сол. Жатақханада тұратын адамды қорлайын деп тұрған жоқпын. Сіздерді түсінем. Бірақ ана коридордан келе жатқан кезде, ана коридордан иістер, бір нәрсе, короче, оказывается, 2 бөлме екен. Ішінде бір кухнясы сияқты, и бір не бөлме. Представь, менің 3 балам бар. Ол кезде 2019 жылы Шұғаның өзінің жасы қаншаға келді? 2006 жылға. 13-те ғой, 13 жаста уже подростық қызым бар. И настолько мен төменге кеткелі тұрмын да. Сосын ол айтады, осылай айына 50 мың теңге ма, короче, ана общежитие. 60 мың теңге ма, есімде жоқ, короче. И басқа, и ойлап тұрмын ғой, менің миым ана 250 мың теңгені неге төлегенше, бұрынғы күйеуім екеуміздің миымыз 60 мың теңгесін төлеп, 190 мың теңгеге жаңағы бір ғажап өмір сүріп кетеміз, ойлап тұрып қой. Содан мен айттым, хорошо, алам дедім. Келістім. 2019-ның қысы. Далада тұрдым. 18-дің қысы ма? 18-дің қысы. Кешірмедім, 18-дің қысы. Сөйтіп далада тұрдым. Есіктің алдында тұрдым да. Жаман ішкі душамның дауысын тыңдайын дедім. Что говорит мне моя душа? И эго айтып жатыр, кеттік, сояққа тұра берейін, не істейсің, бір нәрсе, сөйлеп жатыр. Душама настолько плохо. Настолько плохо, что я люблю очень комфорт. Мен тамақ ішпесем де, киім кимесем де тұратын жеріме қатты қарайтын адаммын да. И соншалықты мен жаңағы өмірге согласна болып тұрғанын ұқтым да. И мен жаман плохо болып есіктің алдында теңселіп тұрып қалғанымды білем. Сосын какой-то душам тыңдаған кезде ішімнен сила пайда болды. Я не согласна на эту жизнь.
Вы имеете, нахрен естіңіздерші мені, такие же права, как все әлемдегі адамдар сияқты праваларыңыз бірдей жандарыңыз. Ешкім, даже мысалға кім бар, Илон Масктың да сізден правасы жоғары емес. Они же такие же, бүкіл әлем президенті, шейх, бәріңіз бірдейсіздер. Просто ол адамның мышлениесінде, рұқсат беруінде, программасында ғана айырмашылық бар. Адамның бәрі бірдей. Тура өзгелер өмір сүретін дүниелерге сіздер де лайықтысыздар деп шыңғырып кеткен ба? Сол жерден қатты бүйтіп сол сезім келді да, сол сезімді әрі қарай ұстап алдым да, соған жабысқан күйімде әрі қарай өмірімді өзгерте бердім. Қазір мысалға 2018 жылы мен 50 мың теңге, 60 мың теңгенің реальная история, қыздар, сіздер білесіздер ғой, мен бір Инстаграм үшін өтірік айтып сіздерге құрап та отырған жоқпын. Қазір тағы бір история айтып беремін. Қазір міне мен Дубайда, я живу, наслаждаюсь. И это благодаря тому, что мен өзімнің мышлениемді ауыстырған. Қазір просто бір историяны айтып беремін, и бір программаны ауыстыруды айтып беремін. Оның алдында бір оқиғаны айтайын. Маған бір әйел келеді. Біреудің оқиғасын айтпай ақ қояйын, аты жөнін басқасын. Хиджаб киіп алған. Қатты әйелдің өзін тастап жүргені, өмірден баз кешіп кеткені көрінеді. Көздерінде қорқыныш кіріп кеткен, жаңағы өзіне деген мына жақтың бәрі маған қарап сөйлеген деп түсіндіріп отырмын ғой бүгіндікке. Көзіне мен жүрегім ауырады қазақтың әйелдеріне, өздеріне деген махаббат пен сенімді алса екен деп ойлаймын да. Яғни әйелдің көзіне қорқыныш кіріп кеткен, өмірден баз кешіп кеткен. Сосын ол әйел подвалда тұрады екен. Бір жатақхананың подвалында қолын жуғаны үшін тегін тұрғызады екен. И өзінің науқас баласы бар екен ол әйелдің. 12-13 жасар баласы бар екен. Содан әңгімеден әңгіме шыққан кезде, ол баласы 13 жаста болса, ол әйел сөйлесе келе қарасам, я была в шоке, әйгерім. Ағылшынша ағып тұр. Грамотно сөйлейді ағылшынша. Представьте, адамда қандай қабілет бар да, ағылшынша ағып тұр. Орысша менен мың есе грамотно сөйлейді. Есепке мықты. Юридический образованиесі бар. Егер сіздер ойласаңыздар, адамның бай болу үшін білімді болу керек деп. Вообще қажет жоқ. Вообще. Мен сізге қазір түсіндіретін боламын. Бай болу үшін не керек екен? Я была в шоке. Ағылшынша ағып тұр. Орысша өте грамотно сөйлейді, жазады. Мен жазамаймын, сөйлеймін бірақ. Қате жазамын. Еще ошибкамен. Еще жаңағы бухгалтерлік, юридический образованиелер бар, подвалда тұрады. Реальность такова, что баласының пособиясына подвалда өмір сүріп жатыр да. И осыдан ровно 13 жыл бұрын ол әйел иностранецке Иран ба, Йемен ба тұрмысқа шыққан миллионердің әйелі болған. Миллионердің кәдімгі. Сол жақта жүрген кезде машина выиграть еткен әйел, лотереяға қатысып, сол миллионердің әйелі болған кезде, балалары дүниеге келген кезде, екеуінің баласы науқас болып дүниеге келіп, ортасында конфликт болып, сөйтіп Қазақстанға келген ғой. Сосын мен айттым, суретіңіз бар ма? 13 жыл бұрынғы миллионердің әйеліне күйеуге шыққан кездегі суретіңіз бар ма деп. Менің мышлением әдемі әйелдер ғана миллионерге шығады деп ойлайды ғой. Мәселе одан да емес, қазір айтамын сіздерге. Сол кезде көрейінші деп қарасам, жаңағы әйел реально көздері жанып тұр, от болып тұр. И адам өзінің жаңағы бірінші бұл жерден ұғатын дүние, адам өзінің кезіндегі жеңістерін ұмытып қалады. Бұрын болмағандай, и настолько может человек себе потерять, өмір бір-екі ұратын болса, жоғалтып алмаңыздар өздеріңізді да. Екінші ұғатын дүние ол жерде, екінші ұғатын дүние. Сіздің бай болуыңыз үшін, қазір мен сіздерге айтамын, бай болуыңыз үшін білімді болуыңыз шарт емес. Сіздің бай болуыңыз үшін, мен сізге оны жүрегіме 1000 рет естігесіз, бірақ бірінші рет глубинадан естіңізші, жоғары біліміңіз болуыңыз шарт емес. Бай болу үшін 24 сағат менің мышлением ол. Мен ана білімдік емес, мен бүйтіп ойлаймын, өзімді білімдімін деп ойлайды ғой. Екінші менің программам мынау болды. Бай болу үшін көп жұмыс істеу керек, зорығу керек, өлу керек сол жерде жұмыстың ортасында. Әке шешеңді ұмытып, кәдімгідей баспен қадалып, бала шағаны көрмей жұмыс істеу керек деген қажет емес. Қажет емес. Бай болу үшін сенде байлықты шақыратын пазл болу керек. Ол сен сыртқы әрекетіне ешқандай қажет жоқ. Сенде существует пазл.
яғни сенде белгілі бір программа тұр деген сөз. Сол тұрған кезде сенің өміріңе байлық келе береді. Ол сенің жұмысыңа, біліміңе, ақылыңа да қажет жоқ, ақылды да болып қажет жоқ. Пазл, сол пазл сенің энергияны көтереді да, состояниеңді береді да, өзің өміріңе ақша шығарады. Енді қызық айтайын сіздерге. Қызық. Вообще. Қазір мен суымды ішіп алайын. Қызық айтайын. Қызық айтайын. Енді қазір мысалға бір әйелді, вообще қыздардың барлығы былай ойлайды да, көп қыздардың былай ойлайды. Мен қаншама миллиардерлермен жүретін подружкаларым бар да, миллионер еркектермен, танымал еркектермен жүретін подружкаларым бар. Кездесетін, жүретін деген сөз дұрыс айтпай отырған сияқтымын ғой. Сонда жаңағы подружкаларым, мысалға көп әйелдер былай ойлайды. Егер маған жігіт қарау үшін, менің өміріме миллионер қарау үшін, мен әдем болуым. Бүкіл әйелдің программасы почему-то әдемі болуым керек деп ойлайды. Вообще сіздің әдемілігіңізге оның ешқандай қатысы жоқ. Әлемде өте әдемі қыздар бар, которые бұл өмірде ешқандай әйел бақытын сезінбегенді. Сіздің жалпы өміріңізге жағдай жақсы еркектің келу үшін сізде просто ішіңізде бір сенім атты пазл болу керек. Енді қызық айтайын. Мен осы жерде бір қанша уақыт бұрын, біраз уақыт бұрын, мен осы жерде бір адамдармен кездескім келді. Маған ол адамдардың феноменін ұққым келді. Если честно, ол адамдар кәдімгідей спокойно Инстаграм арқылы қырғын ақша табатын адамдар. Олар СНГ-ға танымал тұлғалар. И ол адам даже екі ауыз сөздің басын дұрыс құрай алмайды. И ол адамды бір кітап оқыған білімді деп айта алмайсың. Не ол адамды қырғын еңбекқор деп те айта алмайсың. Бірақ именно сол адамның феноменінде просто пазлы существует. И ол қандай пазл екен мен білгім келді. Өйткені маған адамдардың пазлдарын құрау интересно. Мен қазір пазлдарды құрабатын. И любойдың пазлын құрап бергім келеді. Алдыма келген любой менторствоға келген қыздардың пазлдарын қойып бергім келеді. И именно сол адамның СНГ-дағы пазл неде екен дедім. Почему-то человек так думает, да? И бұл туралы мен скоро өзім пост жазам, бірақ ол адамның атын айтқаным ыңғайсыз болар деп ойлаймын. Просто ол адамды мен көрген кезде я достойна деп ойлап қалған болдым. Миында грамм ми жоқ. Түк жоқ. Я достойна деп ойлап қалған. И реально она достойна. Потому что тура сондай барлықтарыңыз достойнысыздар да. Енді бір қызық болады. Менің бір подругам бар. Таныс подруга. Подруга болғанда, жақын подругам емес, танысым бар. Сосын ол айтады. Әңгімесінің арасында маған, например, мына затты дейді, мынандай бренд сыйға берді. Қарайды да, мысалға қымбат сумка. Мына сумканы маған Дубайдағы, например, бір магазин берді. Наны маған Нью-Йорктағы бір магазин берді. Наны маған бір досым сыйлады. И бүкіл үстіндегі дүниенің барлығы сыйлықтан тұрады да. Сосын мен ойланып қаламын. Осы дүниені любой моментте сіздермен, мен қазір ойымды сіздерге анық жеткізгім келеді, чтобы сіздердің іштеріңізде тік деп бұрап ақша келетін бір нәрсені жасағым келіп отыр. Өміріңізге сіздің любой нәрсені спокойно алатын бір программаны жасап бергім келеді сіздерге. И бәр әңгімесі, ой, мен бесплатно лечу, мысалға Балиға барам, бесплатно тұрам, Дубайға келем, бесплатно тұрам, Алматыға келем, бесплатно тұрам, әңгімесі сондай. И менің миымда, сол қыздың әңгімесін естігеннен кейін, менің миым, аватарым, мен қазір аватарға өтем да, ана информацияны алдына шығарам да, сделай из этого маған сабақ деп айтам. Қараңызшы, мысалға, вселенной сізбен, мен күнде жазам осыны сторисқа, әрбір адамдар арқылы сөйлеседі. Әрбір оқиғалар арқылы. Мен жаңа оқиған, ол маған отклик берді, мен кәдімгі ойланып қалдым. Адам өзінің аузымен
ол адамның миында қандай пазл бар екен білуге болады. Ол айтты, барлығы маған бесплатно келді. 2-3 рет айтты, все, достаточно. Ол адамның приблизительно сен программасын көріп тұрсын деген сөз. И мен оған айтамын. Ештеңке демеймін, үйге келемін да, өзімнің медитация жасаймын да. Покажи мне ее пазл деді. Покажи мне ее. В чем ее пазл? И менің ол жерде ұқпай тұрған дүнием қандай деді. И мен аватарым не ғой, Әйгерім айтпақшы, компьютер ғой, фух деп шығарады да, файлдарды бет ойына орнына қояды да, и сенде осы не существует деп көрсетеді. Оказывается, менің программамда любой нәрсені біреуден тегін алу деген программа отсутствует. Потому что мен любой нәрсені, менің миым, менің программам тек қана сатып алу керек деп ойлайды. Ешқашанда сумканы жарнамаға алу, либо, біреуден машина алу. Мысалға, біреу еркек, егер менің миымде пазл не существует, қалай сенде пазл не существует болатын болса, еркегің саған машина подарит етеді. Өйткені сенде жоқ нәрсе сенің өмірге келмейді. Қой, өз-өзіңді қамшыласаң да, таяқтасаң да, ішіңе тырнасаң да, өйткені пазлға байланысты ғана береді вселенная. Ал сенде просто так алу деген пазл менде не существует, поэтому менің миым ойлайды, любой нәрсені алуға болады деп ойлайды. Бірақ мұның барлығын сатып ақшамен ғана алуым керек. Ал ақшамен алу үшін мен не істеуім керек? Менің ақшаға байланысты мышлением қалай? Көтенді шышту керек, қазақша айтқанда. Жан таласып, жұмыс істеп, отырып, өліп, тіріліп, кәдімгі аты жөнді ұмытып, күнде бәрінен түсіріп, өліп, тіріліп. Потому что мен любой нәрсенің, откликается, тыңдаңыздар, просто так келетіндігіне сенбеймін. Өйткені мен любой нәрсені надо заслужить. Егер маған ақша келу үшін онда өлтіріп көп сабақ оқуым керек. Маған жаңа ақша келу үшін күндіз-түні жұмыс істеуім керек. Күйеуім сүю үшін мен оның жаңағы жан таласуым керек, өйткені я должна заслужить. Ар жағында коренне, мен сіздерге қазір общий айтып отырмын, жұмыс істеген кезде адамның коренін тауып беремін. Үңілсем, оказывается, менде просто так деген программа отсутствует. И ана қыз маған просто так, мен анаяқтан алдым, мен жігітім машина берді, Бентли, мен бір нәрсе, она мне показывает, что можно брать просто так. Мен кәдімгідей осы нәрседен кейін ойланып қалам, мен оны үшін жазып алған кезім бар. Бүгін блокнот сіздер үшін бір блокнотымды алып шығып едім ғой. Ойбай. Yok, пашамать дейді бұның атын. Енді кімге откликается жазыңыздар. Просто так алу үшін не істеу керек екенін айтамын қазір. Сондықтан маған ешқандай еркек сыйлық бермейтін. Сондықтан маған ешкім просто так ештеңке бермейтін. И каждый раз мен не қылуым керек? Ох деп осылай алуым керек. Өйткені этот пазл у меня не существует. Не существует. Оны салуым керек болды, енді придется. Сонымен қызық болды. Өйткені жеңіл путь деген жоқ. Выгорать етуім керек. Шыңғыруым керек. А просто так за то, что ты есть, деген жоқ. Содан мен бір күні пазл, бәрі пазл қыздар. Біреулердің ақшасы көп болатын болса, пазлы бар деген сөз. Просто пазлы программасы бар. Программа, у нее есть. Программа бар ма, мен бай боламын. Бітті. Программа бар ма? Мысалға сен екі әйел бар. Біреу сыйлық алады, біреу сыйлық алмайды. Ана әйелде программа бар. Мен сыйлық алуға достойным дейді. Ана хоть көтен жүрсе де, күйеуіне ананы істесе де, барып 1045 сабақтар үйреніп, сексуальный ананы істесе де ала алмайды. Программы нет. Программа есть. Мен жай ғана алуға тиістімін деген программа жоқ. Енді қызық айтайын сіздерге. Енді содан мен, оказывается, мысалға, например, мен үйіме, например, адамдар қай жақта тұрсам да подругам келуі мүмкін. Россиядан, Америкадан подругам келуі мүмкін. Мысалға, Мақпал сенің үйіңе жата тұра іштеуі мүмкін. Либо мысалы Балида жатқанда өткен жолы мен подругам келді, мысалға менің вилламда жатты да. И мен оған нормально қараймын. Пожалуйста. Либо өзім үйімді бір, мысалға кеше мен Стамбулға барған кезде
например, мен 2 аптаға күшті бір квартираны алып қойдым. Ойладым, қазір мен Стамбулда жүремін, одан кейін, жатамын. Үйтіп квартираға продуктыны алдым, сөйтіп жүрген кезде 2 күннен кейін мне захотелось зов сердца Дубайға ұшайық дедім. Все, не хочу Стамбул дедім. И мен 2 күннің ішінде билет алдым, но ана квартира қанша төленген 10-нан астам күні бар. 10-ды ойлап бардым, 10 күн бар ғой, ана ақшасын төлеп қойдым ғой. 2 күн тұрдық. 2 апта бар, 2 күн тұрдым, 12 күн бар. 14 күнге алдым, 12 күн бар. И тура өйткені мен любой нәрсені сатып алып үйренгенмін. Сатып алып үйренгенмін ғой. Просто ала алмаймын. Алсам жұта алмайды. И сол, мысалға, Құдайдың құдіреті, именно сол үйді, например, подругам келе қалды. Мысалға, неге Стамбулға. И мен соған тастап кеттім. Жаным, сен тұра берші, үйді жақсы болдың, сен келген просто оба болып қалмасын деп тастап кеттім да. Яғни ол адамда, значит, ол подругамда мен просто так алалам деген программа бар деген сөз. Значит, она где-то еркектерден подруга подарок получает, өзі білемен ол подругам. Өмірде бір нәрселерді алалады ол адам. Именно. Ал менде бәрін заслужить етіп, шыңғырып отырып алу керек. Содан мен өзімне жаңағы просто так алу деген дүниені енгізейін деп шештім. Қызға айтайын, мен сіздерге сол программаны енгіземін. Содан бастап менің өмірімде қызық басталады. Бүкіл дүниелер, оказывается, менің миым заттарды алудың бірақ жолын біледі, бірақ қада путті біледі. Ол ақшаға ғана алу болатын болса, оказывается, сен қалауыңды алудың 1000 жолы бар екен ғой. Рекламаға алу, жаңағы сыйға алу, біреуден бір нәрсеге алу, келісім шартқа алу. 1045 мен көрмеген бұрынғы жолдарды көре бастадым. И маған мысалға, например, бір 15 000 долларлық поездканы, например, қазір тегін ұсынып тұр. И бір нәрселер барлық, когда мен сол пазлды ақырын ғана өзімнің ішіме құрай бастадым, күтпеген жаңа есіктер ашылды. Сондықтан бұл жерде айтқым келеді. Жаным сол, егер сенде, если пазл не существует, хоть, мысалға, таңертеңнен кешке шейін жұмыс істесең де ақшаң болмайды. Мысалға, қарасаңыздар, кейбір адамдар бар да, бұрқ етіп ақша тауып жүреді. Бұрқ етіп қарасаң, бір жаны қинап, ол адамдар сізден артық еңбек етіп жатқан жоқ, жаным сол. Ол адам таңертең сағат 6-та тұрып, түнгі сағат 3-те ұйықтап жүрген жоқ, жаным сол. Наоборот, таңғы сағат 6-та тұрып, 3-те ұйықтап жүргендер ақшасыздар, зорығып жүргендер. Просто ол адамда программа бар деген сөз. Я достойна этого. По праву рождения. Я достойна. Кейбір адамдар бар, мысалға, тым білмейді Инстаграмда, білімі де жоқ. Но 1045 ученик ұстап отыр ол адам. 1045 ученик ұстап отыр. Сондықтан, дәл қазір Айгерка мен нөмірімді қалдырсаң, мен сіздерге не айт, пазлды салу, программаны салуды үйренгілеріңіз келетін болса, мен қазір сіздерге квантовый скачок деген сабақты бүгін сіздерге небәрі 99 000 теңгеге қазір тағы берем. Сол жерде өзіңе любой программаны отырып салыңыздар. Соның бүкіл пазлдардың әңгімесі сөзде бар. Енді қараңыздар, дәл қазір квантовый скачок сабағын алған небәрі 99 000 теңгеге берем. Полностью перепрограммировать себя, пазлыңды алмастыру. 99 000 теңгеге берсем, дәл қазір алғашқы алған 10 адамға квантовый переход, жаңа айтты, күйеу манипуляциясынан құтылдың переходтан кейін. Полностью себя трансформировать. Анау өзің өміріңе ақша шақыру, квантовый скачок, байлық шақыру болатын болса, анау ішкі жан дүниеңмен жұмыс істеу переход. Сол переход деген құны 500 000 теңге тұратын сабақты сыйға берем 10 адамға. И және дәл қазір алған 10 адамға мынандай Дубайдан духи сыйға берем, үйіңізге шенші берем. Духиді, міне. Мә қыздар духиларын. Қымбат қой 99 дейтін адамдарға алмай қойыңыз. Сіз ешқашанда өзгерте алмайсыз, мен сізді өзгерту үшін өмірге келген жоқпын. Өзіңіздің шешіміңізге, адам өзіне қаншалықты қияр. Сіз үшін 99 000 теңге қымбат деген программа болатын болса, үлкен ақшаға ешқашанда жете алмайсыз. Сіз 99 000 теңге дүниенің ақшасы деп ойлайтын болсаңыз, үлкен ақшаны ешқашанда көре алмайсыз. Адамның өзге адамдардың сіздерден айырмашылығы миларында рұқсат бергендігі. Мен осыдан айтып тұрмын ғой, 6 жыл бұрын общежитияда тұрам ба деп ойладым. И мен ол өмірге келіспедім. Я не хочу, я лучше миымды ашайын дедім. Сол ашқан 18 жыл.
сол ашқанның арқасында бүкіл әлемді көрдім. Сол ашқанның арқасында мен просто ішімдегі программамды алмастырып келе жатырмын жылдармен. И сол программаға сәйкесінше алып жатырмын. Өйткені сендегі программа жоқ па, пазл жоқ па, бере алмайды саған ешкім. Саған кіре алмайды. 771 куратор болмайды, өзіңіз оқисыз 2 сабақта да. 208 26 32 дәл қазір алғаш қалған 10 адамға мен осындай сіздерге духиларды өзім Дубайдан алып, сіздің мекен жайыңызға менің менеджерларым жібереді. 771 208 26 32. Подарок нельзя получить, если вы не купите урок. Рассрочка бар, 24 айға қарастырылған. 24 айға қарастырылған. Потому что у вас пазла не существует, чтобы получить подарок бесплатно. А чтобы пазлды енгізу үшін сабаққа келуге тиіссіздер. 99-ға алыңыздар, 230-ға да алдық дейді. 317 мыңға сатылған ол сабақ, қазір 99 мың теңгеге сатылды. Одан кейін мен бұл сабақты мүлдем сатылымнан алып тастаймын. Дәл қазір Білімжан 771 208 26 32 деген нөмірге хабарласасыздар да. Хабарласасыздар, ұшып кетті моля. Онлайн сабақ ертеңнен бастап көресіздер. Бүгін баға осылай. Бүгін алғаш қалған 10 адамға ғана духи и квантовый переходты сіздерге сыйға берем. Ертеңнен бастап уже көресіздер да, пазлдарыңызды алмастырасыздар. Сізде пазл жоқ па, жаным сол? Көтеріңіз, жыртпай қойыңыз. Жұмыстан да, басқадан да. Существует пазл, аласыз. Я достойна дейсіз, аласыз. Ол программаны қалай енгізу керектігін мен сабақта айтқам. Әйелдер ойлайды. Мен 256 мың қалғамын дейді, қыздар мені. Нөмір, әйгері нені қалдырш? 771 208 26 32. Духи супер Дубайдан алып келем. Сабақ просто огонь. Сабақта отырғандар, айтпақшы сабаққа қатысып результат жасаған әнау күні декабрь айында алған Амина ханым кеше эфирге шықты. Елшін Жанеркенің красный Тико машинасын ұтып алды. Пазлын салды. Просто. Көрдіңіздер ғой менің парақшамнан? Өздеріңіз там все барлығы оп-оңай қазақтың қарапайым тілімен кәдімгідей мен шайнап түсіндірем. Видео сабақ сайтқа кіресіздер, құлағыңызға қойасыз 20 минутында. Ертең маған рахмет айтасыздар, қыздар. Қазақстанда мен сіздерге айтайын, маған тең келетін учитель жоқ. Қайда барыңыз? Қайда барыңыз? Мен оны қазір Дубайда жүрмін. Мына жақта қаншама орыс халқын, СНГ-дағы украиндар бәрін оқытып жүр. Қайда барыңыз? И олар настолько менің, өйткені мен емес ол учитель, менің аватарым, мен ішімдегі просто шексіздікке қосылам болды, маған бүкіл қажетті программалар көрсетеді. Сондықтан өзіңіздің аватарыңызға қосылып, ішіңіздегі шексіздікті тауып, пазлдарыңызды алмастырып, өмірде күліп, ойнап сүрудің жолдарын үйренесіздер. Венера ханым, изобилияны, аспирет бар, 24 айға қарастырылған. Венера ханым, изобилияны әлі көріп отырмын деп, қайта-қайта жазып атсыздай. Не қалап тұрсыз, сіздің душаңыз не қалап тұр? Мақпал ханым, мен уговорить етсе деп қалап тұр ма? Өзіңізге шешім қабылдау қиын ба, жаным? Раука жаным, 99 мың теңге қазір. Каспирет бар. Ораза айында алдауды қойсаңыздар дейді. Мен ойлаймын да, қазір мен осы кісіге бір жақсылап жауап берейінші, ерінбей. Ең қиыны өмірдегі надандықта. Өйткені адам өзі білім алмай, еще өзге адамдардың білім алып атқанда, оны сізге қарамайды да, елдер алатын адамдар, менің сабағым жетекті алады, менің құндылығымды білетіндер. Ал сіздің сөзіңізге алдау деп сенетін болса, значит, ол адам өспейтін адам, ол значит, ол адам менің шәкіртім еместі да. Но бірақ ойлаңызшы, өмірде ең сорлылық бұл надандық. Өзің білме, білгеннің тілін алма деген. Қазақта айтады, ең қатты қарғысы не десе, өзің білме, білгеннің тілін алма деген қарғысы екен. Мен әкем айтатын, рас, одан артық қарғыс жоқ екен. Өзің білмейсің, не білгеннің тілін алмайсың. Енді қараңызшы, мен ешкімді алдап отқан жоқпын. Мен сізге кәдімгідей 6 жыл ғұмырымды кетіріп, пәленбай адамды көрмей отырған, пәленбай миллиондар төлеп алған білімімді мына миыма құйған
еще өзімнің аватарымнан келген білімді сізге құнын айтып отырмын. Ол 99 мың теңге. Мен қазір мысалға осы Дубайда сабаққа баратырмын. 2 миллион теңгеге. Өткен айда мен тоже 800 мың теңгеге сабақ алдым. Мен осы Академия коучингканы 1,5 миллион теңгеге сабақ алдым. Мен күнде ағылшын тілін төлеймін. Бүкіл өмірімді өзгерткен бірақ нәрсе, ол сабақ, ол дәріс. И мен әрі қарай мынаны түсініп алғаннан кейін менің миым қаншалықты ашылады, соншалықты алатын білгендіктен мен оны өсіру үшін оған ақша құюға әрдайым дайынмын. 22-15 күні бір сабақ болады менде. 15-16 осы суббота воскресенье. Ол сабақтың бағасы 450 мың теңге. Біз бір төледік. Еще 22 күні басталады. 5 күндік сабақ болады. Ол сабақтың бағасы тоже 1,5 миллион теңге. Бір төлеп тұрық еще. Академия коучингканы мен осы март айының басында алдым. 1,5 миллион теңге. Бір төледік. Сонда бір айдың ішінде қараңызшы қанша әлі ол мен сізге бір айда айтып тұрмын. Еще осы менің аяғында мен тағы бір сабақты алғалы отырмын. Всегда аламын. Сіз какой-то 99 мың теңгені алып тұрсыз. Егер сіз өзіңізге 99 мың теңгеге сабақты қимайтын болсаңыз, я настолько себя люблю, что мен Мақпалға дүниенің бүкіл сабағын әперуге дайынмын. Оқысаң болды, жамботам. Оқысаң болды, мен саған бүкіл дүниенің сабағын алып беремін деймін. И егер мен өзіме 99 мың теңгенің сабағын қимасам, мен осы жерге жетпес едім. Мені жеткізген осы жерге білім ғана. Білім ғана. 24 ай нешеден түседі дейді Айгүл. 771-208-2632 деген нөмірге хабарлассаңыз, менеджерлар сізге есептеп, нешеден түсетінін айтып береді. Ал қазір, мен қызым жасып қазір есімде. Балам, онда қазір мен шамалдан кейін неғылайын, эфирде отырмын, эфирден шыққаннан кейін хабарласам, содан кейін ауыстырайық, хорошо? 5 мыңдай түседі деп тұр. Қазір разбор жасаймыз, алдымен сабаққа төлем жасап алыңыздар, содан кейін разборға өтетін боламыз. 771-208-2632. Дәл қазір алғашқы төлем жасаған адамға мен квантовый переходты берем. Сонымен қатар алғашқы төлем жасаған 10 адамға Дубайдан духи берем. Дубайдан. Номер 771-208-2632. Қыздар өкінбейсіздер, мен сіздерге айтайын. Осы переходпен скачок тоққан ең бітті сіз. Любой психологыңызда өзіңіз психолог боласыздар. 771-208-2632. Қатты өсіп кетесіздер. Номер шықпай тұр деген адамдарға WhatsApp-та обновить ету керек. Мақпал апай сіздің сабақ алып менде скачок болды. 3-4 миллион өзімен өзі келді, ремонт жүріп жатыр дейді мені. АНВНА деген кісі. Мені Фарида деген нөмірін қараш, 707. Біз үлгересіздер. Дәл қазір алғашқы алған жарай 20 адамға Дубайдан духи и құны 500 мың теңге тұратын самый глубинный, осознанный адамдарға арналған переходты сыйға берем. Хорошо? 771-208-2632. Одан кейін мен сіздерге қазір закон вселенной айтам. Бағасы 99 мың теңге. Рассрочка алсаңыз да духи сыйлайым, былай алсаңыз да. Квантовый скачок бір рет емес, оның специально алгоритмі бар, ережесі бар. Сол бойынша бір затқа жасайсыз. Мысалға сіз үйге жасадыңыз, үйіңіз алғаннан кейін машинаға жасайсыз. Машинаңыз алғаннан кейін, ал Каспийден шықпайды бұл. Өйткені бұл жаңағы мен налогоплательщикпін жандарым сол. ИП-ім арқылы как положено төленуге тиісті. Егер сіз закон вселенной, ақшаның закондары бар. Мен оған тағы да бір эфир арнағым келеді. Ақшаң көп болғанын қаласаң, бірінші мемлекеттің аясында құқықты дұрыс орындап отыру керек. Яғни мемлекеттің заңдылықтарын орындап отыру керек. Налог төленіп отыру керек. Ақшаң көп болғанын қаласаң. Енді дәл қазір сіздерге айтқым келеді. Ақша келу үшін тағы бір законды айтам, оның алдында разбор жасайым.
Иә? Төлем жасайтын адамдар 771-208-26-32 деген. Разбор деп жасаңыздар, қазір бір адамға разбор жасап беремін. Білімжанға жаза беріңіздер, алғашқы алатын 10 духидың иесі болыңыз. От меня лично. Иесі мұрныңызды жарады. Ол әйел сонымен жұмыс істеді, кетті ол әйелдің. Просто ұмытып қалған историясын айтып отырмын. Одан кейін білмеймін тағдырын. Жұмыс істеп жібергем. Маған жандарым сол өте көп адамдар келеді ғой. Кеттік, разбор жасайық. Айнұр шыға ма эфирге? Айнұрға айтшы сосын. Сіздер қазір ертең төліп жасау үшін бұрын қалдырып қойыңыз. Саламатсыз ба, қалыңыз қалай? Саламатсыз ба, Мақпал ханым? Қазір бір өте қуаныштымын Мақпал ханым үшін. Бұндай дәрежеде андай. Даже қазір жылағым келіп сізбенен байланысуды, сөйлесуді қатты қаладым, армандадым. Қанша рет жаздым. Бірінші рет. Ей Алла. Жүрегімді көзеп кетті. Қолым қалтырап жатыр. Есіміңіз кім, Жан? Сәлем, Жан. Есімім Умида. Ташкентте тұрамын. Мамам қазақ. Сол үшін де қазақ тілін аз-маз білемін. Жүрегім түкілдеп тұрмын. Қолым қалтырап. Немен айналысасың, Умида жаным? Мен басылаушылық қылып көрдім тойда, телеканалда. Бірақ оны тастадым қазір. Ведущий, иә? Да, ведущий. Кейін рекламаларға шығам. Әртүрлі нәрселерді реклама қылуға әрекет етемін. Тағы да не? Одан алдын Аквай простой жұмыстар жасап жүрдім. Блогерсің ба? Жоқ, блогер емеспін. Аз-маз Инстаграмды дамытуға әрекет етіп жатқаным бар, бірақ блогер емеспін. Модельдікке қатысам, аз-маз модельдік қылатыным бар. А так, осы. Жұмысқа шықпағансың ба? Жұмысқа шықтың ба? Жоқ. Шықпадың, иә? Жасың қаншаға келді, Умида? 27-ге. Қыстық киімдерді салып, порядка жасап жатқан едім. Қандай сұрағың бар, айта ғой, Жан? Қазір сіз айтып отырсыз ғой, андай подаркілерді оңай алу депші, рұқсат беру деген сияқты. Менде де сол сізде болған сияқты, менде де не болған. Тек қана сатып алуға болады, тек сатып алам, андай. Ертегу керек, заслужить ету керек. Да, просто так сатып алу деген зат болғанда, или андай рұқсат бермеген өзіме ешқашан. Сосын негедір білмеймін, көбіне өткен жылы омыртқам сынды, бұл жылы қолым сынды. Сондай әрбір неге өтіп жатқан уақытымда негедір бір ай, 2 айлап полный постельде жатып қалып, или үйден шыға алмай қалып, сондай жағдайлар болады да менде. Бір жұмыс бастап, сондай болып жатқан уақытта. Соған түсінбеймін неге екенін. Бірақ илажы барынша мен қаралпақпын. Менде қазақша мен қаралпақша сәл араластырып сөйлейтін бар. Түсінбей жатсаңыз айтарсыз.
Қазір осы жерден айта ғой соңғы сөзіңді. Осы жерден бір қайратын дүниелер болып тұр, айта ғой. Сол түсінбейтінім негедір ата анам менен үйдегілер менен көп келіспеушілік болып қала береді. Олар мені түсінбейді деп ойлаймын. Естігісі келмей түсінбейді деп ойлаймын. Бірақ көптен бері сөйлеспей қаламыз. Сондай жағдайлар көп болады менің өмірімде. Бірінші нәрсе Умида. Мен қарақалпақпын дегенде, бессознательно күлдің. Егер сен ертең видеоны бүйтіп айналдырып қарайтын болсаң, сол сөзді айтқан кезде саған мақтанышпен айту керек. Сен өз ұлтыңды шексіз жақсы көрген кезде ұлтыңнан рух аласың әрбір адам. Мен қазақпын деген кезде менің бүкіл денем бәрі дірілдеп кетеді, клетка машин. Настолько люблю да ұлтымды. И әлемді көрген сайын өз ұлтыма ғашық боламын да. Сондай сенде сезім болғанда, әр ұлттың өзінің ғажаптығы бар да. Сенде ана бүкіл жан жүрегіңмен айтуың керек та. Сонда сен ұлттың нәрін аласың. Сенде ертең видеоны мен сақтап қойсам, қарасаң мен қарақалпақпын дегенде деп бір қысылғандай болдың да. Мен қарақалпақпын деген сезімге жетуің керексің. Өйткені родовая карма деген бар. Біздің жалпы тамырымызбен байланысымыз нығарлы болу керек та, Умида. Сосын ата-анаға байланысты айтқым келеді да. Сен өзіңнен өзге адамды іздеген кезіңде, сен әке-шешеңнен де өзге адамды іздеп тұрсың деген сөзді. Сенде сондай программа байқалады. Сен от себя хочешь другого человека. Ал духовность деген нандай нәрсе да, ол сен өзіңді полностью бүкіл дүниелеріңмен қабылдау болып табылады. Бүкіл дүниелеріңмен, өзіңнің ішіңдегі бүкіл боғыңмен де, сідігіңмен де, гүліңмен де, арамшөбіңмен де, бәріңмен де. Это ты деген сөз. И ты себя любишь. Саған именно любовь к себе жұмыс істеу керек. Сосын сен мынам баста өмір сүргендіктен мына душаны сезе алмай тұрсың. Сезе алмаймын, вообще, денем сезе алмаймын. Жоқ, контакт жоқ, вообще жүрекпен контакт жоқ. Тек баста. Өз-өзіңді қинау. Почему сен ауыра берем деп айттың, қолын сындырам, ауыра берем. Оның бәрі әрине жайдан жай болып жатқан жоқ. Өйткені бірінші варианты сен өзіңе демалуға рұқсат бермейсің. Демалсаң өз-өзің жек қоясың. Все время әйтеуір хотя бы кітап оқысаң да бір нәрсе мен айналысуым керек мен деп жатсың да. И соның әсерінен адам спокойно демалуға рұқсат бермеген кезде ресурс жинауға, набираться етуге, қайтадан күш жинауға, сен ана өзіңнің ішіндегі шексіздікпен қосылған сайын ол саған ресурс бере бастайды ғой. Соған рұқсат бермеген кезде адамды ауыр демалады. Ауыр күш шығады да біріншіден. Екіншіден, сенің мен сабақтарыма қатыспағаның сразу көрініп тұр. Сразу білінеді. Өйткені сенің ішіңдегі негізгі аватар дейді да. Сенің ішіндегі табиғат деп атасам болады. Сенің ішіндегі шексіздік деп атасам болады да. Прям супер. Супер. И бірақ сен онымен әлі контакт ойнатпағасын. Ішіңдегі өзің. Менің ішімдегі мақпал емес, мәңгі өлмейтін, сен личность Умидадан бөлек, сенің ішінде мәңгі өлмейтін душаң деп атайсың ба, дух деп атайсың ба, сонымен контакт болғанда ол саған жетелеп өз көрсете бастайды. Не істеу керек екен, мынаумен айналысу керек. Сен жұлдыз болуға жаратылған адамсың. 100% блогер боласың ба, киноға түсесің, актриса боласың, ән саласың ба, соны аңсайды сенің душаң. Сен соған жету үшін сен өзіңді шапқылап, қинап, шыңғырып жеткің келіп жатыр. Арасында екінші ойын күйеуге шығып кетіп тыныш өмір сүрсем ба деп ойлайсың. Бірінші ойың арманға жетсем ба деп. Осы екі ойдың ортасында бет сандалып қиналасың. Поэтому мен саған тұрмысқа шықтың ба деп сұрадым. Өйткені екі ойдың ортасында өмір сүріп жатсың. Қайсысына нақты шешімді қабылдай алмай жатсың да. Мен саған айтқым келеді, өмірде сен андай барлық нәрсені таңдау керек деп ойлайсың. Күйеуге де шығып, жұлдыз болуға да екеуін де бірге алуға болады. Түсіндің ғой, не обязательно біреуін ғана таңдау дегенді алып таста. Я могу и выйти замуж, и заниматься своим развитием. Деген кезде сенің душаң успокоится. А сенің ішінде сұрақтар көпті, конфликттерді қозғап аласың да, душамен ум екеуі бүйтіп
ұрысып сен күшің қалмайды да. Өйткені аналар өздері ұрыса бастайды. Вообще адам өзінің жаңағы ішіндегі аватармен жолыққан кезде, это называется найти себя. Өзіңді таптың деген сөз. Сол аватармен жолыққан кезде сен настолько оянасың жанбота, что сен кешіретін де түк жоқ екен, қызғанатын да түк жоқ екен, таласатын да түк жоқ екен өмірде. Жан таласатын да түк жоқ екен ұғасың. Услышь меня, сен қазір естіп отырған жоқсың, өйткені көздерің алыста, сен мені естуге әлі жанбота дайын болмай тұрсың, бірақ мен сенің подсознаниең естіп тұр, аватарың естіп тұр. Ол көмектеседі саған. Я буду повторять 1000 раз. Сен өзің естімесең де аватарың естіп тұр. Сондықтан Умида, оянған кезіңде әке шешеңнің де өз программаларымен, жандарым өз қотырларымен өмір сүрген жан жүрегімен ұққанда, сен бәлкім ағыл тегіл жылайсың, бәлкім күлесің. Саған мудрость кеп қонуда. Келіп тұр. Негізі мудрость табиғатыңда, сен жаңағы өзің қарақалпақ дедің ғой, бірақ табиғатыңда ата бабаңның рухымен, өзіңнің ұлтың қанымен, қандай ғажап ұлтта қарақалпақтар, өте дана ұлтта, солардың бойынан берілген даналықты сен алу үшін зерлеп отырып, ұлтыңнан кешірім сұрап, зерлеп отырып, әке шешеңнен кешірім сұрап, зерлеп отырып, оның артында тұрған пәленбай ата бабаң, қаншама анаң жағынан қаншама ұрпақ, солардың бәрінен кешірім сұрағанда, саған даналық кеп қонады. Маңдайыңды жерге тигізіп отырып, әкеңнің артында қанша ұрпақ бар, шешеңнің артында қанша ұрпақ бар да, и олардың барлығы, представь себе, Умида, сенің өмірге келуің үшін қанша ұрпақ қызмет етті да. Қазір Умиданың осы көзі болу үшін, осы мұрны болу үшін, осы ерні болу үшін. Сосын осы қаншама ұрпақ қызмет етіп, неғып жатыр да, сенің мына жарық дүниені көруіңе қанша ата бабалар ықпал етті. Ата бабалары ана дүниедегі ұрпағының оянғанын бүкіл жан тәнімен қалайды. Өйткені ұрпақ оянғанда бүкіл ата бабасын асбабаждат етіп кетеді. Бүкіл сенің артындағы 1045 ата бабаң сенің оянғаныңды қалап тұр да. Такова судьба. И оларға бүкіл басымызбен иіппіз, қалтықсыз осы ғұмыр берген үшін жарық дүниені. Өйткені сол цепочка сені мына жарық дүниені сезіндірткізіп отыр да. Сол үшін біз басымызды иіп отырып олардың алдында алғыс айтамыз. Әке шешеміз. И соны алған кезде сенде переход кетеді. Мен саған 21 күн бойы жерге маңдайыңды иіп отырып, ата бабаңның алдында кешірім сұраймын, баталарыңды беріңдер, әке шешең алдында. Сол техниканы жасауға кеңес беремін. Эгоңды солай сындыр. Прям неважно, ойларың айту мүмкін, олар оңбаған әке шеше, ол үйтті бүйтті, ойланба. Ради себя. Басыңды иіп, әке шешеңе. Анаң жағындағы ата бабаларың, әкең жағындағы ата бабаларың, сосын әке шешеңе. Помню, да, осы қызық айтайын, мен ол кезде бессознательно жасаған, бірақ мен сол нәрсе өмірімді өзгеріп кетті. Тура осы 2018 жылдары ғой деймін, бір қаңғалақтап Шымкентке бардым. Үйтіп Шымкентке барған кезде, Умида, Шымкентке мен ол кезде өзінше менде де сасық көкірек, жаңағы әке шешені менсінбеу, ата бабаны керек қылмау, қазақ дегенді керек қылмау деген сияқты. Сонда барған кезде бір бәрі жиналып бір көріпкел әйелдің үйіне барайық деді. О деп жетіп бардық. Сол анау маған көріпкел десе, анау әйел айтты. 40 күн деді ойдың. Күнде таңертең тұрасың, 70 рет ата бабаңнан кешірім сұрайсың, әке шешеңнен кешірім сұрайсың, жазасың деді. Мен саған маңдайыңды ий деп тұрмын. Ол вообще күшті. Мен жаздым. Бұрқ етті мен жолым. Әрі қарай ашып кетті. Маңдайыңды иіп, таңертең ұйқыдан тұрасың, ұйқыға кететін алдында жерге кәдімгідей сәждеге Құдайдың алдында иген сияқты ата бабаңнан, әке шешеңнен кешірім сұрайсың. Сол эго сынған кезде сенің өміріңе ақбозатты жігіт келатыр. Айтпады деме. Потом саған тәніңді қабылдау керек. У тебя не принятие своего тела. Сен өзіңнің сұлулығыңды көзің көрмей тұр. Сенің көзің басқа көзбен көреді, менің көзім басқа көзбен көреді, Әйгерімнің көзі басқа көзбен көреді. Қатты сұлу болып жаратылған қызсың, бірақ өзіңді әдемі емеспін деп есептейсің. Әдемілік деген адамның өзінің ішкі шындығына байланысты. Бір адамдар болады, өзін сұлумын деп есептеп қалады, и оған бүкіл әлем сенеді. Коко Шанельдің сөзі бар. Сенің ішінде, мысалы, көп адамға қарағанда стержен бар қызсың.
аватарың бүйтіп пух деп стержен да. Бірақ сол қаттылық пен жұмсақтық қатар болу керек. Барлығы. Ол үшін адам өзінің душасымен қауышу керек. Душамен қауышқанда сен негізі музыканы жақсы көресің, классикалық музыканы. Классический музыка, сол душаңмен қауышу үшін саған көбірек тыңдау керек. Именно классиканы. Бүгін де қазір менен кейін эфирде классиканы қосып қой. Он сені өзіңнің душаңмен әрі қарай соприкоснуться еткізеді. Далада жаяу жүрген жақсы көресің. Спортқа икемің барғысың. Дене қимылың барғысың. Жатқанды жек көрмейтін қысың. Тамақты да нормально дайындайсың. Тазалықсың да бар жаңағы. Барлық нәрсесі барлық жағынан ғажайып қысың. Просто өз-өзіңді люби себя. Просто так эгомен емес. Сен себя любишь эгомен. Эгомен ұрысқан кезде бәрін бычықтарын шығарасың. Өзіңе тәтті нәрселерді әпересің. Әдемі киімдерді әпересің. Это любовь чуть через эго. Нормально, ол да болсын. А теперь через душу любить деген сөз, ол өзіңнің ішің ар жағындағы дауысты ести бастау. Кішкентай кезінде мама папаң ұрған сені. Жегесің, ол көрініп тұр сразу. И злость бар оларға деген, кәдімгідей агрессия бар. Место быть, это злостьқа, ол агрессияға. Өзіңмен душаң, пока ол агрессияны алып таста, сен ол агрессия не үшін сезініп жатырсың деп айтпаймын. Это сенің, наоборот, өміріңе көмектескен. Уақыт өткеннен кейін сен ана өзіңнің душаңмен соприкасация еткен сайын, ана агрессия өзі ақырындап раствориться етеді. Сен душаң тапқан сайын. И оны сен творчествоға неге айналдыруыңа болады. Суретте саласың, велосипедпен де жүреткесің, Екеуі де. Велосипедтің. Мен білмеймін, саған қатты ашық тұр, нем, аватарым. Істесе ұшасың, қон десе қонасың. Мықты қызсың да. Мен саған, наоборот, осы квантовый переходты алып, Қарақалпақстанда мен кездесуіме кел дер едім. Сен өте потенциалы жоғары, аватарың көп нәрсені бойыңа құйып берген қызсың да. Чуть-чуть доработка и все. Чуть-чуть. С тобой много чего не надо делать. У тебя трезвые мозги. Ты басқаларға қарағанда четко знаешь, чего ты хочешь. Ты хочешь богатого мужа. И это хорошо. Молодец. Молодец. Сен андай деп тұрған жоқсың. Уже четко білесің. Қой қарағым дейсің. Ты четко хочешь стать богатый. И это молодец. Өзіңнің бай болам деген желаниелерің үшін ұялма, қысылма. Вообще ол бар екен сенде. Иногда сені тревожит. Бір ақшадан өлген сияқты, қанағат сияқты. Нет. Это желание твоей души. Желание твоей души, қызығасың әдемі заттарға, әдемі өмір сүргің келеді. Сосын сенің байлыққа қызығу, әртүрлі адамдарда әртүрлі қызығу бар да. Мысалға бір адамдар байлыққа қызған кезде пафосына қызығады. Ал сен андай старинный құнды заттарға қызығасың. Типа байлыққа қызығуың андай да. Мысалға, әркімнің байлыққа қызығуына қарап, ол адамның аватарын білуге болады. Сен мысалы картиналарға, классикаға, сондай сенің байлыққа қызығуың. Андай винтажға, короче, и правильно делаешь, потому что сен өмірге бай болу үшін жаратылған қызсың. Егер оған жетпесең, сен өзің жек қоясың. Это сен должна это сделать, осы душаңда жасауға тиістісің. И ақ көйлек киесің. Ақ көйлек киесің. Иншалла, өте бақытты боласың. Просто надо с тобой поработать. Маған менторствоға келдірдім сен қыз. Бір жыл жүресің, бір жылдың ішінде любой арманыңды бит. Хоп деп жұлатын потенциалың бар қызсың. Окей, Умида? Менен сіздің жаныңызда бір жыл жүрем ба? Әлде оқып қайтып бір жылдан кейін? Оқып қайтып, 2-3 айда бір көріп, оқып қайтып, сөйтіп жүресің. Осындай курстардың барлығына сөйтіп жүресің бір жылдан кейін. Қазір көресің Умидан бір жылдан кейін. Өмірге бақытты. Менің қыздарым қазір кеше неде болды? Швейцарияда, Италияда, Миланда демалып қайтты. Сол сияқты Миланнан отырып, қыздар, өмір деген ғажап деп отырасың. Күшті қызсың, Умида, бірақ жүрегіңді жауып ағасың. Сен наоборот жүрегіңді ашуың керек. Жаным. Жан ботам. Өте қуаныштымыз көріскеніме. Терең демал. Жай келген жоқсың, миссияң бар қызсың. Это чувствуется. Поэтому шырылдаватсың. Шырылдама, ұстазға келесің, миссияңды қауышасың. И
деп өмірдің қызығына өтесің. Кітап жазасың сен әлі. Әлі көп нәрсеге жетесің. Давай, Умида. Эфирден шығып кете ғой, басқаларды да кіргізейік Жамбота. Кездесеміз. Біз екеуміз точно кездесеміз. Әлбетте. Давай, Жан. Рахмет. Давай, Жан. Ай, қыздар, ай. Сабақ алсаңдар разборды өздеріңіз жасап отыратын едіңіздер ғой. Мені деп, мені. Дәл қазір. Былай істейік, дәл қазір. Қыздар шықты. Су не алайықшы? Давай не алайық. Чай. Егер сен бір. Мен сұрашайын етқан. Пиво десеңіз оны неге қиып берем десе. Коланың ұстына қиып берем деп қойсаң. Чай. Бұл өзара қалжыңдар. Қыздар, жігіттер, дәл қазір осылай любой адам өзінің ішіндегі шексіздікпен қауышқысы келсе, өзін тапқысы келсе, рахаттанып өмір сүргісі келесе, өзінің потенциалын көргісі келсе, әркімнің ішінде осы ғажайып бар. Оған өту үшін 771-208-26-32 деген білімжанға хабарлассаңыздар, менің құны 317 мың теңге тұратын квантовый скачок деген сабағымды небәрі 99 мың теңгеге берем. И ол сабақты алған алғашқы 20 адамға квантовый переход деген құны 500 мың теңге тұратын сабақты сыйға берем. Өйткені не үшін берем? Ана скачоктан кейін дальше тереңдесін, дальше түсінсін, дальше өзін тапсын деп берем. Енді дәл қазір 100% қайырлы білім болады, қыздар. Дәл қазір алғашқы алған 20 адамға менен Дубайдан нишевый, духи, что еще я могу вам сделать? Өміріңізді өзгертетін сабақ, қалауыңызды, квантовый скачок деген не? Любой қалауыңды жылдам уақытта жылып алу. Өзіңнің ішіндегі божественный разумды табу. Өзіңнің пазлдарыңды ауыстыру. Программаңды ауыстыру болып табылады. Сондықтан, ана кісілер кәдімгідей айқайлап кетті ғой. Осы алғашқы алған, это же не честно по отношению к тем, кто купил курс по 256. Сізде бір справедливость деген программа бар, да, барлығын. Нечестно, осылай болу керек деген сіздің ойыңызда бір программа бар, и өмір сіздің ойыңызда болмаған кезде бәрімен ұрса бастайсыз да. Неге менің ойымдағыдай? Нету честности. Это моя страница и правила игры моя, дорогая. Сақтаулы 5 ай болады, Жамбота. Жан Саек. Сеть плохая, вас не видно. Эй, сеть плохая ма? Қазір разбор жасаймыз. Дәл қазір алғашқы алған 20 адамға мінім. Исі мұрынды жаратын духи жан. Қазір ше, сет нашар ма? Енді ше. Мына жерде интернет бар ма екен? Бар. Просто на качество. Качество қыдырып кетті. Не болды? Дейді отқан ба? 771-208-26-32. Білімжанға хабарласыңыздар. Қазір. Саспаңыз кәз. Жетпес қалады. Қайттан интернетке қоссам да керем ғой мен. Сіздер білімжанға хабарласып алыңыздар. 771-208-26-32. 99 мың теңге. Құны 317 мың теңге тұратын сабақ 99 мың теңге беріп жатырмын. Квантовый скачокты, легендарный. Оның қасына 2024 жылдың аяғында жазылған переход деген құны 500 мың теңге тұратын сабақ сыйға беріп жатырмын. Онымен қатар любой алған адам осылай духи беріп жатырмын. Духи. Кстати, духидің шаруасын шешіп кету керек. Сен Қазақстанға духи алып кетсең? Иә. Жоқ, бізге бір жіберетін пүйттері бар шығар? Бар, мен де алып кетсің. Олай ол қанша духи ғой?
мұңды күйді қайтып алып кетесің дегенсің. Мұңды күйді қайтып алып кетесің. Кеше ғана Дубайдың 100 граммдық пылтиын сыйға алдым дейді. Неге айтсам жылағым келеді, не екен, өзіңізді бейшарам деп ойлайсыз, елдің бәрі бейшара деп соны жылағыңыз келіп тұрады. Сол үшін жылағыңыз келіп, жалғыз себе, өзіңіздің ішіңізде Құдай бар екен, білмей тұрсыз. Өзіңіздің ішіңізде аватар бар екен, білмей тұрсыз. Мен де баяғыда жылағым келіп тұрады, өзім бейшарам деген. Біреу тілек айтса. Знакомо? Жамбота. Қазір. Разбор жасаймыз, қазір. Видео қалай болды, қыздар жігіттер? Менторство менде 5 миллион теңге тұрады, жамботалар. Скоро ашылады. Кстати, онлайн менторство бар, алам деген адамдарға қазір айтайын. Осы жақын күндері басталады. 5 орын қалды онлайн менторство. Құны негізі 2,5 миллион тұрады. 2,5 миллион деген қалай айттым. 2,5 миллион теңге тұрады. Офлайн 5 миллион. Онлайн сіздермен бірге 2 ай, 3 ай жүреміз. Аптасына 2 рет кессем, аптасына 1 рет, сабақ өткізіп, 2-ші рет практика жасаймын. Сіздермен бірге чатта болам. Сол менторствоның құны 3 ай екен ғой. 3 ай. Сол менторствоның құны 2,5 миллион теңге тұратын менторствоны дәл қазір 10 минутта шешім қабылдаған 10 адамға, 10 адам деген болмайды ғой, 5 адамға, 10 минутта шешім қабылдаған 5 адамға небәрі 1 миллион теңгеге берем. Небәрі. Апта сайын кессеміз, аптасына 2 күн кессем, айқайлап отырам төбелеріңізден. Айқайлап төбелеріңізден төніп отырам. Білім жанға жазып қойыңыздар. Небәрі 5 адам алам. 771 208 26 32. Осы менторствоны түсіндіріп, скоро эфир өткізем. 2,5 миллион теңге онлайн, офлайн 5 миллион теңге. Қазір кеттік. Умида эфир сақтаймын ғой, жаным ау. Разбор деп жазыңыздар. Разбор деп жазыңыздар, іштеріңізде бір адамды разборға алайық. Онлайн деген қай қалада дегенде, онлайн деген интернетпен ғой, жаным, ешқандай қалада емес, мен жүре берем. Мен просто офлайн өткізейін десем, 5 миллионға қазір ала алмай тұрмын группаны, өткен ретриттар ғана бар. Ретриттардың қазір қалаларын айтып шығам мен сіздерге. Ретрит. Әлем, гүлденген әлем, дейді. Мен эфирде отырмын ба? Конечно. Маржан Асанқызы болады, қуаныштымын баршаңызды көргеніме өте қуаныштымын. Әсіресе Мақпал ханым, сізді көргеніме қатты қуаныштымын. Алматыдан сәлем. Қатып қалды ма? Жоқ, Маржан, сен жаңа парақшаңда ше, мен басқан кезде, приблизительно адам жайлы ой түйесің да, суретіне қарап. Сенің парақшаңның абасында мүлден басқа, өмірде мүлден басқа адамды көрттім да, и сенде андай эфир қосылған кезде уже саған айтатын разбор жасап көрі. Прям больно, но иди туда. Глубинаға, шынайылыққа өт. Любой өміріңдегі қалауыңды тек шынайы, искренесте тұрған адамдар ғана алады. Кән ішіңді шешші бүйтіп, ішіңді. Ішің бүйтіп тұрма, Маржан, қаршы. Болады иногда. Иногда емес, ол сенде каждый день, я же чувствую сенің ішіңді. Қазір от мені, дыши, ішіңді өт. Чувствуй. Потому что мен сенің энергияны сразу сезіп отырмын. Дыши. Ішіңді сез. Тебя качает в последнее время, дорогая моя. Нереально качает. Кәдімгі соңғы кездер бүйтіп шайқап жатыр, қорқыны, Өте қорқынышты. депрессия барлығы. Потому что сен өзіңді табуға тиіссің, сол үшін качает.
но сен ана маскаларға әртүрлі образдарыңа я хорошая девочка дегенге мен жақсы адаммын дегенге жабысып жатсың да ал өзіңнің ішіңе өтіп тереңе өтіп и жаман да и жақсы да деген жоқ бізде соның бәрімен достаса отырып өзің тауып шығу ғой ояну деген Маржантай. иә дұрыс айтасың. Мен сабағымды алғансың бірақ в отличие от многих. Қай сабағымды оқыдың білмеймін, бір-екі сабақты оқығансың. Мен негізі 31-ші каналда бұрында редактор координатор болып істеп жүргенде сізбен сөйлескен. Да? Жақсы білем. Мен прям сіздің фанаттарыңыздың, ярый фанаттарыңыздың бірімін. Тура жаңағыдай сіз айтқандай бірнеше сабақты қатарынан алған жоқпын, бірақ есімнен шығып қалды. Сіңілім екеуміз бір сабағымызды жаңа жылдың қарсаңында сатып алып, толықтай қарап шыққанбыз. По-моему, ақшаға қатысты сабақ болған болатын. Сол көмектесті, бірақ қазір өмірімде, жеке өмірімде бір құлдыраулар болып жатыр, развод деген сияқты, одан кейін анау ауырып қалды деген сияқты, сол состояниядан шыға алмай жатырмын әлі де. Қандай да, ол состояниядан шығу үшін Маржан, қандай да, мен сендегі мынаны көріп тұрмын да, четко эфир қосылғаннан бастап көрдім. Мен саған соққа қарай итеріп жатырмын, сен бірақ қашып жатсың. Мынандай да, вот иди туда, где тебе больно. Надо тебе научиться это проживать. Сен одан қашып жеңе алмайсың. Больді только грамотно проживать етіп, қорықпай. Әкесінің аузында бүйтіп қарап отырып, сезініп отырып жеңесің. Потом боль саған түк істей алмайтын болады. Услышь мои слова. Сен ойлайсың да, мен депрессияны бүйтіп жеңіп кетемін. Нет. Ол сенің любой оңтайлы моментіңді күтеді бәрібір алу үшін. Ол сенің любой боль, депрессия деген сені есейтуге, даналыққа, оятуға алып келді. Оған өзіңді беру арқылы, проживать ету арқылы ғана сен одан биік бола бастайсың. Екінші, сенде мынандай программада, где тебе неудобно, қаша бастайсың. Неудобный разговор, өзіңнің еңбек ақыңды сұрау, өзіңе қажеттіні ашып айту, саған ұнамайтын нәрсені күйеуіңмен ақырын сөйлесу, грамотно сол нәрселерді жасауды үйрену керексің. Мысалға, именно неудобный эмоция, қалу деген нәрселер көбірек та сенде. Сол эмоциялар часто көтеріледі, қысылып қала бересің. Қысыла бересің өзінен өзің. Дұрыс айтып жатырмын ба, қателесіп жатырмын ба? Қысылғанда қай жағынан қысылу, сол жағын кішкене түсіне алмай отырмын да. Мысалға қара. Енді еркін жеткізе алмайсың, шындықтан қашасың деген нәрсені айтып отырсыз ғой сіз. Или қиындықтан қашасың да, скорее всего, қиындықпен бетпе-бет кездесуге. Сенің мозгың мені мүлдем естіп тұрған жоқ. Сенің мозгың басқа интерпретацияға алып кетіп бара жатыр. Жамбота, мен вообще ол нәрсені айтқан жоқпын. Қиындықтан қашасың деген сөзді мен вообще саған айтқан жоқпын. Ондай сөз менде болған жоқ. Менде болды, өзіңнің ішіңдегі эмоцияларыңа туда иди дедім. Там мудрость дедім. Көтеріліп атырған. Сен өмірде қиындықтан қашпайсың, еңбекқорсың. Сосын ойыңды еркін жеткізе алмайсың деген сен журналистикамен қатысты бір пазлдарға кетіп бара жатсың. Сен ойыңды еркін жеткізу деген просто сөйлеу емес. Ты можешь сөйлей алмауға, но искренностьте отыруға. Сен даже бір ауыз сөз айтпай қойыңа болады, но сен искренностьте отырсаң, оны айналадағы бүкіл адам сезеді. Сенің алдында олар басын иіп тұрады. Сен екі ауыз сөз айтуың мүмкін, ол мүлдем басқа. Ал сен ойыңды еркін жеткізу деген өзің искренностьқа өтпегесің, елдің бәрімен әлі деп сөйлесе беру емес. Сен мені әлі түсіне алмай тұрсың, но потом бәрібір аватарың естіп тұр, потом ұқтырады. Қазір түсінбегенді уақытпен түсінесің. Түсініп тұр. Қазір түсінген жоқсың сен. Уақытпен келеді саған. Уақытпен ұғасың. Енді қазір ішіңді сезу, қысылу деген сөз өзіңнің ойыңды айтудан қысылу емес. Сен журналистсің ғой, сөйлей бересің. Журналистика маңайында жүрген. Ондай нәрсе емес. Сенің ішіңде болып жатқан процесстерді ести алу. Моментінде өзіңнің жаңа кісімен сөйлесіп отқанда ішіңде қандай эмоциялар көтеріліп тұрғанын сен ести алуға тиіссің. Саған қазір соған шақырып жатыр. И соны естіген кезде сен анау процесстерден адам қаша бастайды. Ауырда ол мысалға, например, қара. Например, өзіңнің сексуальностьнан ұялу бар да сенде. Егер ол туралы әңгіме қозғаса, сенде қысылу көтеріледі.
дауысым А. естіп тұрсың ба? иә естіп тұрмын. өзіңнің сосын фантазияларың бар. Мхм. Мен просто сен эфирде, тем более сен қазір күйеуіңмен осындай моменттерде андай абайлап сөйлесіп отырмын қазір. Бір нәрсені бүлдіріп алмайыншы деп. Бір фантазияларың бар, и одан қысыласың. Сосын мысалға, например, қара, сен бір кісімен еңбек ақыңа келістің. Ол кісі сенің еңбек ақыңды бермей тұр. И сен онымен ашық сөйлесуге қысылуың мүмкін да. Көбірек ақша сұрауға қысылуың мүмкін. Сосын өзіңнің эмоцияларыңа өтуге қысылуың мүмкін. Мүмкін емес, қысыласың, 100% мен көріп тұрған нәрсем сол да. Мысалға қалай? Ашуыңа кіруге, қобалжуыңа кіруге, әртүрлі саған ұнамайтын негатив деген эмоцияларды сен бәрі сезінесің, оны сырттай, бессознательно сезінесің. Но соның ортасында тұрып алып, сезіну деген ол оянған адамдарда болатын құбылыс болып табылады. Қандай сұрағың бар жаным, Маржан? Менде сұрақ, өте көп жұмыс жасаймын, ақша көп келмейді. Сол блогтармен жұмыс жасау керек ма? Плотно мен уже кірісіп жұмыс жасап жатқанына 1 жылдан асты. Прям тереңнен кіріп кетуге шама болмай жатыр, өйткені бытовуха жеп қояды, білесіз ғой, бала шағаны асырау деген сияқты. Ақша келу үшін. Иә, өзің еркек, өзің әйел бол. Мен негізі 31 каналдан 14 жыл кетіп қалдым, содан бері сату саласында жүрмін. Руководитель отдел продаж болып. Жалпы инфобизнеста 15-ке жуық нөлден бастап отдел продаж құрып, оның бәрі масштабный болып шықты. Аллаға шүкір. Өте күшті кісілермен жұмыс жасадым. Но шестерка екен деймін, нумерологиямен шестеркалар солай екен өзі. Бірге жұмыс жасаса қатты байытады деп естідім. Өзіне келген кезде кішкене неге табысы өспей жатыр. Мен лично өзім табысым өспей жатыр. Өзімді хочу дамытуға, қазір өзімнің жеке брендімді, өзімнің бизнесімді, өзімнің эксперттілігімді дамытып, ары қарай үлкен табысқа шыққым келеді. Онда мен саған бір қара, мысалы, сен өзіңнің ішіңді услыш қазір, ішің қандай сезімдерге бөлінеді. И осы сөзді прям қайталаған кезде ешқандай шімірікпестен, кәдімгідей оргазммен қайталап берші маған. Но сначала ішіңді есті, одан кейін оргазммен. Бірінші ішіңді есті, просто қайтала. Ақша мені сүйеді, мен ақшаны сүйемін. Ақша мені сүйеді, мен ақшаны сүйемін. Сен поверхностын айттың, мына жақта айттың. Глубинаға өт десем, сен оны естімедің, жарайды. Онда қазір глубина ішіңмен отыр да, ақша мені сүйеді. Мен қара, біріншіден, Жұлдызка, жаным саған бір нәрсені айтқым келеді. Потом оны тоже өзің өміріңе пайдаланарсың. Есті. Научись слышать. Пространство семен әрдайым сөйлеседі. Ақшаның закондарын айтайын саған. Қазір айтам. 1-2 законы саған өміріңе көмектеседі. Есті. Екіншіден, ақша мені сүйеді, және мен ақшаны сүйемін деген сөз айтқан кезде, мен тереңнен алдым ол сөзді. Ішімнен алып айтып отырмын. Мына жақтан, ақша мені сүйеді, мен ақшаны сүйемін. Мен ауызбен айттым, мен ішіме өткен жоқпын. Ал енді мен глубинадан ешқандай шімірікпестен, андай іштен келген мен ешқандай блокқа қадалып қалған жоқ. Сен сол сөзді айтқан кезде ішіңді естіш дедім. Ішіңді естіп отырып айт. Сен ішіңді естіген жоқсың, сен уже сыртта тұрдың. Ішіңді естіп, ішіңде қыбыжықтау, қысылу, қиналу сезімі болды ма, сол айтып берші. Тағы қайталап көрейін ба? Мен қазір поверхностно жаңа сіз айтқандай, мына ауызбен ғана айттым. Ақша мені сүйеді, және мен де ақшаны қатты сүйемін. Эмоция жоқ. Блокқа түсті. Дальше. Содан ақ білуге болады сендегі блокты. Қайттан. Ақша мені сүйеді, және мен де ақшаны қатты сүйемін. Ақша мені сүйеді деген кезде, сен ақшаны қатты сүйіп тұрсың да, ақша сені сүйетіндігіне мен қатты сене алмай тұрмын. Но сен қатты сүйіп тұрсың. Ақша мені қатты сүйеді, мен де ақшаны қатты сүйемін. Бүкіл телаң сөйлеу керек, телаң. Я
деп тұру керек. Бүкіл клеткаң иә дұрыс айтып жатыр деп тұру керек та. Соған жеткен кезде ақша келеді. Екіншіден қара, мен саған бір законды айтайын да. Сен қазір мысалға жұлдыз мынандай да қатты ақша қалап тұрсың ғой. Неге болмай жатыр құдайым ай. Мен жұрттың бәріне жаңа өзің аузыңмен айттың да. Мен елдің бәріне қызмет еттім. Ойбай мен болмайды екен ғой. Басқа неге кеттім ғой. Елдің бәріне қызмет еттім. Мына жақта Дубайда. Елдің бәріне қызмет еттім. Мен бүкіл еңбегім кетті. Менің сөзіңдегі фасыл бар. Интерпретацияңды қараймыз. Менің еңбегім бәрі кетті. Мен елдің бәріне қызмет еттім. Мен оларды байыттым. Но өзім байымадым. Бұл сенің тұжырымың. Бұл тұжырымды сен өзіңе жазып алдың. Қағазға бүйтіп кәдімгідей осы тұжырымды жаздың. Осындай тұжырымға келгеннен кейін өмірде шындық жоқ. Сен оның артында қандай сезімдер болады? Осы сезімдер. Осы мен елдің бәрін байыттым. Мен оларға қызмет еттім. Мен өзім қалып қалдым деген тұжырымда тұрғаннан кейін сенде қандай сезім көтеріледі? Менде сен білім алу керексің деген нәрсе ішімнен жиі нетеді. Потолокқа тірелдің, значит саған білім. Өзің танымайсың, Жанбота. Сезім дедіңіз. Сезім оянған кезде ма? Қандай сезім болады менде? Твой мозг сейчас атрофирован. Бүйтіп тұр. Дыши. Ана мозг ашу керек сознание. Дыши, енді айта ғой, жұлдыз. Сен бәленбай инфобизнесте адамға қызмет еттің, жылдарыңды арнадың, сатылымдарын жасадың, оларға ақша таптың, бірақ сен өзіңе ақша жетпей қалдың, олардың бәрі байып кетті. Қандай сезім көтеріліп тұр? Мен бейшара болып қалдым, мен ақшам жоқ, оларда ақша болып кетті. Қандай сезім көтеріліп тұр? Красавчик қылды қыздар. Қандай сезім көтеріліп тұр? Сияқты. Сол сезім менде жоқ екен, мен просто өзім тіліммен. Мен өзіңнің ішінде не болып жатқанын естімейсің дедім мен саған. Бағанадан бері. Адамда өкініш көтеріледі. Ондай тұжырым келгеннен кейін екінші нәрсе өкініш. Өкініші бар адамдарға ақша келмейді. Сен сол жылдарды жазасың. Ол жылдардың барлығы пәленбай инфобизнесте адамға қызмет еткендіктен менде не болды? Басқа интерпретацияға ауыстырамыз. Яғни менде опыт пайда болды. Клиентпен сөйлесуді үйрендім. Бұл маған 31-ден кейін кеткеннен керекті путь болды. Өйткені ақша табуым үшін маған осы путтан өтуім керек болды. Сен өткен шағыңа өкінген сайын ақша келмейді. Папаның мен оны немен жасаймын да, бірақ оны жазбайды екен. Олшын дәрәгә Мая. Ақша кімге келеді? Өзіне ақша қиятын адамдарға келеді. Өзінің біліміме, біліктілігіне, өзінің арғарай дамуына, өсуіне. Арғарай сен келуің керексің да Мақпал Қаратайға оқуың керексің да, миыңды ашып, ішіңдегі дүниелерді ашып, ананы интерпретацияны, программаларды ауыстыру керек. Міне, екінші қара. Бірінші сенде өкіткен шақ өкініш болып тұр. Мен аналар жүріп қалды. Жоқ, там мынандай да өмірде даже жаман, Құдай сақтасын. Мысалға қандай сөз бар, аяғыңнан айырылсаң да оның да берері бар деген. Даналық бар да. Любой жаман деген ситуацияның өзінің де берері бар. Өмірде жамандық жоқ. Это наша интерпретация. Енді қара, вселенныйда жамандық деген не существует. Сол сияқты сен жаңағы өткен шақта алған опыттарыңның қадір қасиетін, благодарностын білмей отырсың. Вселенная неблагодарныйға никогда бермейді. Закон бірінші. Правило денег. Міне Айгерім отыр, менде жүр. Мысалға, ты неблагодарна, бермейді оған, басқа жол ашылмайды. Сен рахмет, мен осы опытты өттім, соның бәрін жылдарымды арнадым, опыт деген не екенін түсіндім, инфобиз деген не екенін түсіндім. Теперь я закрываю этот этап, благодарность, и перехожу в другой этап. На себя буду работать теперь. Енді басқаша состояние, ақша состояниеге келеді. Енді қара. Мен қазір үшін кішкентай қарапайым әліппесін айтып отырмын, Жанбота. Енді екінші қара. Ақша келу үшін. Адамда изначально екі түрлі состояние болады. Бір состояниесі мен бейшарамын, нехватка, мне нужны деньги, дай Боже деньги, дай. Мен байқыс болып тұрмын, мына толса келсе күшті болып қалар едім деген. Из нехватки. Ол алмайсың. Из нехватки ты будешь страдать, 24 сағат жұмыс істеуге, зорғуға, инстаграмға шығуға түбі жақсы болмайды. Екінші от созидания. Қара,
Например, қара, мысалға, мен Мақпал Қаратаймын. Біреу, дайте мне сабағымды сатып алыңдаршы, квантовый скачокты алыңдаршы, деп отырмын да, алшы. Ешкім алмайды мен сабағымды. Отвечаю, егер менде сондай состояние болса, ешкім алмайды мен сабағымды. Ал екінші, өйткені мен нехватка, маған жетпей тұр, алыңдаршы, Құдай үшін, алыңдаршы деп отырмын да. Екіншісі, из состояния изобилия. Яғни, я хочу, чтобы вы, да, мен ішімде сол тұр, клянусь, от моего сабақтан өзгерсе екен. Қара, менің посылым, менің сабағыма қатысып қанша адам оянса, бүкіл қазақты оятсам, әлемді оятсам, адамдардың байғылсам, бүкіл адамдар өздерінің өздері спокойно өмірлерін, ақшаларын тауып өмір сүрсе, қалағандарын оңайлықпен тауып өздерінің лайықты екенін сезінсе, мышлениелерін ауыстырса, расширять етсем деген, мен де кетті ма, автоматом алады. Өйткені информация көзге көрінбейтін кеңістікте де жүреді. Мендегі посылды сенің аватарың оқып отырады. И аватарың айтады, қой, алмай сабағын. Ал сенің өзің білмесең де аватарың біледі, мына жаққа қарай өтейік, мына Мақпал Қаратайдан оқиық деген. Либо сен бер деген сайын, мен байқұсқаннан алсам деген сайын, ол қашады. Сен берушіге айнал. Қалтаңда көк тиын жоқ бола берсін. Неважно, дорогая моя, неважно. Мен хочу адамдарға, мені состояниеңді ауыстырасың. Ақша деген состояние, мен айтасыз. Уверенное состояние. Былай ақырса қояды ақша. Ақша ең оңай. Состояние уверенно ауыстырасың, сосын айтасың. Мен хочу қанша қызды, міне эфирде отырасың да. Қарашы, міне біреуі, берші маған, екіншісі. Қанша қызды спокойно сатылымға үйреткім келеді. Мен арқылы. Екі түрлі, көрдің ба? Екі түрлі энергия, екі түрлі ветка. Мен арқылы қазақтың қаншама қызы оп-оңай үйінде отырып сауда жасап, ақшаларын тауып, бақытты болғанын қалайды. Бітті. Саудаң жүреді. Сендегі энергияда басқаша өрбей бастайды. Екі түрлі жол. Қазір сөйтіп тегін үйретіп жүрмін. Бастадым тегін үйретуді. Саған тегін үйрет деген сөз айтқан жоқпын вообще. Беруші позициясында қазір бастап Беруші позициясы деген тегін деген жоқ. Сен көріп тұрсың, менің сабағым 5 миллион. Иә, білем. Ешқандай уже тегін деген әңгіме айтып тұрған. Жақын Ты меня не слышишь. Вообще тегін деген әңгіме жоқ. 20 миллионға, 100 миллионға, 5 миллионға, 1 миллионға, қаншаға болсын сатуға болады. Вообще тегін деген әңгіме жоқ. Позицияны өзгертесіз ғой. Ар жағында беруші болады. Ты имеешь право сатуға. Ты имеешь право сатуға. Тегін зорық түгін қалмайды ғой жаным. Это есть уважение к себе, любовь к себе. Но сен жан тәніңмен жаса, сабағыңды ешкімде жоқ сабақ қып жаса. Бүкіл адамдар сен сабағыңды өтуді армандайтындай қып жаса. Ісіңді махаббатпен атқар. Мақпал Қаратайдың ретриттарына сатпайды, өзақ сарафанка сатып береді. Біледі Мақпал Қаратайдың ретритін қалай жасайтынын, сабақтарын қалай өтетінін, прямой эфиріңіз осылай болатын болса, сабағы қалай болатынын біледі. И бүкіл от души жасайтынын біледі. Я просто люблю свое дело. Люблю. Кеше маған осы жерде бір Дубайда қыздармен кафеге барсақ айтады. Сен дейді, қазір қалтаңда достаточно күйеуің бай болса, ақшаң, саған егер 3 миллион доллар қазір келсе, не істер едің дейді. Мен айтамын, оны мен өзімнің осы ісіме салар едім дейді. Біліміме әрі қарай дамуыма салар едім дейді. Айтады, сенің күйеуің бай болатын болса, не істер едің дейді. Айтамын, тағы да соны істер едім. Это мое любимое дело. Я не могу без этого жить. Я не могу без миссии жить. Түсінесің бе? Тура сондай махаббат тұру керек, Жанбота. Окей? Окей. Түсіндің ғой? Түсіндім. Давай, Жылдышқа. Рахмет. Алла разы болсын. Жүрекпен айт. Ауызбен емес. Рахмет. Рахмет. Всегда аты сөз айтпай қой. Жүректің ашпайтын есігі жоқ. Рахмет. Бітті. Түс. Тағы да түс. Бөгесін. Түс, тағы түс. Жүрегіңе түсті. Сенің жүрегіңнен шыққан үнді әрбір қазақтың әйелі естіп, сенің жүрегің үшін сабақты 1045 алуға дайын болады. Жүректен сөйлеш. Тағы да айтқан. Рахмет. Жаным, Жұлдыз.
Маржан менің атым, Мақпал ханым. Кешірім өтінемін, Маржан. 31-де бір жұлдыз деген қыз болып еді, соға есіме түсіп кеттің ғой. Бірнеше рет жұлдыз деп айттың ба? Жұлдыз менен кейін істеді ғой. Сенен кейін істеді ма, Маржан? Иә. Мен сен бірнеше рет жұлдыз деп айттың ба, жоқ бір-ақ рет айттың ба? 3-4 рет айттыңыз, жұлдыз боламын ғой скоро. Значит, жұлдыз боласың. Әумин. Жұлдыз болуға лайықты қыз. Әумин. Но Қаныңыз. өзіңмен жұмыс істеу керек, Жанбота. Кәдімгідей. Thank you. Хорошо? Давай, Маржанка, сабақтарың өтсін. Давай, жаным. Әумин, айтқаныңыз келсін, аман болыңыз. Қазақ қыздар өзін ашып, қазақ қыздарының бағына орай, жігіттер бақытты болып, білім алып, байысын, көздері ашылсын, бақытты болсын, денсаулықтарыңыз үшін аман болсын. Давай, жаным. Эфирден просто шығып кете сал, Маржанка. Хорошо, рахмет, жаным. Рахмет сізге көп. Все. Комплимент. Ай, мына жақта біздің жігіттер көп қысып отыр ма деп қоясың арасында. Деп қойсын. Деп. Короче, қыздар, жігіттер, өскілеріңіз келе ма? Квантовый скачокты переход тоқсаңыздар болды. Қазір квантовый скачоктың бағасы 317 мың теңге тұратын сабақты мен небәрі 99 мың теңгеге беріп отырмын. 771-208-26-32 деген нөмірге хабарласасыздар. 99 мың теңгеге беремін, және алғашқы алған 20 адамға, сатып алғанда жазыңыздар. Қазір көп адам алып жатыр. Алғашқы алған 20 адамға, уже 20 толық болған, бірақ тағы бір 20-ны қосайық, иә? Тағы бір 20 адамға біз квантовый переход деген құны 500 мың теңге тұратын сабақты тегін сыйға береміз. Сыйлап, тегін деген сөз айтқым келмейді, сыйға береміз. Енді дәл қазір алғашқы алған 20 адамға Дубайдан от меня лично духи берем. Үйіңізге шейін жеткізіліп келеді духи. Каспий рет рассрочка 24 айға бар, Жанботалар. Сатып алған адамдар жазыңыздар. Мен алдым деп. Кімге духи аладым көріп отырайын. Ал кеттік. Мен деген от алып ағасың ғой, энергия толып. Қанша болды Қазақстанда? Кеттік дәлше. Өше таңертең көшім керек дейсің. Чайный церемонияны көрейікші қазір. Сен уже четко көріп тұрасың адамды, сенде. Чайная церемония. Білімжанға жазыңыз, қарап қалпастан. Білімжанға жазыңыз, Білімжан бәрін табады. Мені боядың ба не? Шығып жүріпсің ғой? Мә, қазір. Давай. Жоқ, мен дұрыс көрмедім ғой деймін, ме? Дұрыс көрмеген зақ қайттан көрем қазір. Саламатсызба. Сәлем. Мақпал ханым, мен қабылдадыңыз ба мені? Рахмет, көп. Рахмет, мен сізді көрем деп ойламаппын, шынымды айтайын. Өтірік шығар, қабылдамайтын шығар деп отыр едім. Есіміңіз кім? Жанат. Стамбулмен бизнес жасайсыз, Я бизнесте миын ашып жүрген қызбын. Соңғы кездері Мақпал ханым, вообще мен контроль ұстай алмайтын заттар болып жатыр. Бір непонятный жағдай, бірінен кейін бірі маңдайыма тоқ, бірінен кейін бір келіп жатыр.
не болып жатырғанын түсінбей жатырмын. Андай да, Жанат қой, иә? Иә, атым Жанат. Жанат қарада. Қазір мынандай сен бір нәрселерге тоғысып тұрып қалдың делік та. Одан шығу үшін. Біріншіден, Жанатжан, біз сознаниядан тұрамыз. Ол чистый. Ол сознаниеге әртүрлі программа, ойлар түскен. Через ойлар арқылы ол программаларды көре аламыз. Әртүрлі таза парақ сознание, одан кейін ода программалар бар бізде. Ол программа ой арқылы біз оқимыз, одан кейін екіншісі бізде сөз бар. Сөз арқылы ойымызда не бар, біз соны айтамыз. Ойда жоқ нәрсені айта алмаймыз. Сөз кетеді. Бір чистое сознание, мен бағана аяқты чист дегенде чистыйға қостым. Одан кейін программа, яғни ойлар, одан кейін сөз, сөзден кейін барып әрекет кетеді. Осылар бір-бірімен цепочкамен связаны. Сознание, программа, сөз, әрекет. Ортасына эмоцияны да қоссаң болады, бір цепочка ретінде. Осылардан біз тұрамыз, е? Енді сен өзің не айтасың? Өмірде сол болады да. Сен жаңа, мысалға, егер сен, например, өмірде менің жолым болмайды дедің ба? Мен бір жол болмайтын адамым дедің ба? Жолың болмайды. Закон таков. Сен жаңа айттың, менің миым шашылып қалды дедің. Иә, мен бұған дейін барлығы нормальный болатын, контрольді барлығын ұстап отыратын. Осы соңғы 2 айда осылай болып қалдым. Қара, енді қара. Жанат, бір әйел Джо Диспензаға келіпті да. Сен өзің проблемаң, менде проблема бар деп жабысып тұрсың да. Мен саған проблеманы ажаттым, сен жоқ, менде бар деп тұрсың да. Одан қазақ сесуге болады. Қазір-ақ. Джо Диспензаға бір әйел келеді. Сосын әйел айтады, мен рак 4-й стадия дейді. Айтады, сіз қазірден бастап рак емессіз. Алай, мен рак 4-й стадия. Қазірден бастап рак емессіз. И осы сөзде өте үлкен ақиқат жатыр да. Сен қазірден бастап бай боламын десең де болады да. Мынау вселенныйдың голограммада көзге көрінбейді, тылсым әлем. Мыналардың бәрі мен сабақтарда айтамын да, мына жерде енді бүкіл общий халыққа айтамаймын. Иллюзия да өмірдің барлығы. Иллюзия мынада. Қараш мына. Мынау наблюдатель, сенің ішінде бақылаушы. Сол бақылаушыда қандай программалар бар, сол көз алдына кино болып шыға береді. Иллюзия болып. Кетеді келесі фильм. Наблюдатель и наблюдаемый бар. Екеуі ғана бар. Ақиқат жоқ. Барлығы иллюзия. Барлығы голограмма. Есть наблюдатель, квантовый физика бойынша мені бақылап отырған, и наблюдаемый бар. Ол екеуі бір-біріне айна. Наблюдательде қандай нәрсе бар, соны наблюдаемый әкеле береді алдына, бітті. Енді оны за секунду можно бір веткадан, бір измерениеден, екінші измерениеге за секунду можно секіруге. Дәл қазір. Ол үшін бір оңтайлы уақытты, бұл мәселенің шешілуін күтудің қажет жоқ. Қазір-ақ секіре аласың. Сен ойлап тұрсың, шешілгесін мен секірем. Жоқ. Сенің мышленің солай ойлап тұр. Қазір енді қара. Жаңағы Джо Диспенза айтқандай, Жан, мені елі естіп тұрсың. Ну, есті. Баста проблемаларың жоқ. Иншалла. Ертең проблемам жоқ. Сөз айтасың. Қазір. Қазірден бастап. Сен проблемаңды айта бастаған сайын, мен шашылып қалдым миым, менің өмірім қиындық болып кетті, 2 айдан бері мен тығырық болып кетті, анау-мынау, на самом деле қазір сенің проблемаңды алып разбирать етілетін болсақ, түк емес екенін оқуға болады. Ол кәдімгідей 2 сағат жазып отырып разбор жасайтын болсақ, каста емес, ол біз көп жағдайда через свои интерпретации, через свои выводы, через свои восприятия баға береміз. Бәтті өмір төңкерілді деп ойлаймыз. А на самом деле ол мәселе ситуацияда емес. Мәселе сенің ішкі бағалауыңда. Сен үшін ол өмір бітті дейтін болса, Алла тағала саған одан әрі жолды бермейді. Біреу үшін сенің проблемаң, мысалға, түкке тұрғысыз, біреу үшін сенің проблемаң үлкен. Түсіндің бе? Өмірде, өмірде біреу үшін 1 миллион теңге көп ақша, біреу үшін 1 миллион теңге ақша емес. Өмірде барлығы
ана время барлығы относительно. Еш нәрсенің нақты тұжырымы жоқ. Бұл үлкен большая иллюзия. И оның игралары бар. Игроктар біледі оны қалай шөпіт етіп, қалай ойнау керек екен. Түсініп отырсың ба сен мені? түсініп тұрмын, мен ішімнен осындай ой келеді маған. Сенің проблемаң оншық біреудің проблемасының қасында деп. Біреу ішінен айтады постоянно, бірақ менің миым айтады, сен соңғы кездері осылай болып кетті, 2 ай болып, саған бір зат болып жатыр. Осындай да. Сен либо оны қоректендіресің, либо, өзіңнің проблемаңа мынандай да, например, проблема деген, если сен эмоцияңды алып тастап, факт ретінде қарайтын болсаң, онда саған шешу әлдеқайда жеңіл да. Сен факт ретінде шығарасың, да, у меня есть такие зада. Өмірде проблема не существует біріншіден. Есіңде болсын. Өмірде ситуация ғана бар. Енді осы ситуацияны шешу үшін қандай, задачалар бар деп. Кстати, сенде бір әйел адаммен конфликт болды ма? Шаш қара. Бірақ не үшін болғанда түсінбеймін. Конфликті да емес, ол бір түсінбейтін жағдай, бір зат болады, жоқ, білмеймін, әйтеуір бір. Саған не қылу керек? Иә, қазір мен көріп тұрмын уже. Ұстай алмайын да, ананы не зат болып жатқанын түсіне алмаймын мен. Айтсам қазақша түсінбейді адам, да, кәдімгі мен өзімнің тілімде өзімше айтам, бірақ ол адамдар түсінбейді. Бұрын менде постоянно бәрі нормально болды, ровно болды. Стап тұратын болдым бәрін. Қойдым ана ел адамды. Жанат, хорошо. Что-то сделано. Білмеймін, солай ойлаймын, бірақ бір жағынан ондай затқа сенгім де келмейді, бір жағынан ойлаймын, бұнау не зат болып жатыр. Жаман сөздің өзі кетеді да. Саған былай істеу керек. Қазақша қой соясың, молданың алдына барасың, тазалатқызасың өзіңді. Стамбулда молдадан көп нәрсе емес. Иә? Просто жаңағы құрбан шал, қазақша молдаға бар, Құран тыңда, өзіңді тазарт. Жарай ма? Прям соны істесең болды. Одан кейін мен естейсің. Соны істе, уже сенде проблема жоқ. Ертең прям таңертең соны істе. Жұмаға шейін соны істе. Сосын эфирге шық. Сосын чувствовать. Сосын қазірдің өзінде прям сүрелерді қойып қой. Түнімен қой, күнімен қой, сүре қой. Хорошо? Әйел адам ба жасаған маған? Ер адам ба? Не важно. Соны жас. Бәрі ғажап болады. Кімнің не жасаған маңызды емес. Саған шығу маңызды. Болды. Олар не істесе оны істесін. Өзің шығарып ал болды. Сен сүре, Құран тыңдап жүр. И өзің солай тазылайсың. Жарай ма? Жарайды. Давай. Мақпал ханым, мен алғаныңызға қуаныштымын бар ғой, Розболға рахмет көп сізге. Еще қуанышты боласың. Бір аптаның ішінде қалай атып тұрғанды өзің білмей қаласың. Рахмет көп. Я ескі халіме келсем екен. 2 ай бұрынғы халіме келсем екен, бәрі нормально болса екен. 2 ай деген бұрынғы халіңе жетпейсің. Одан зор халге жетесің. Аумин. Айтқаныңыз кетсін. Аумин. Одан зор халге. Иншалла. Рахмет көп. Өткен шаққа көп өтпе. Өткен шақ не существует. Это иллюзия. Все. Давай, Жан. Рахмет көп. Рахмет. Давай. Футбол болып отыр ма не? Қыздар, жігіттер, мына менің балам жазып отыр екен ғой. Қазір. Қыздар, жігіттер, квантовый скачокты алам десеңіздер, 99.000 теңгеден әлі де сатылым тұр. Ол үшін төмендегі қазір 10 адамға ашайық, сосын жабамыз сатылымды. 10 адамға ашайық. Осылай өзіңіз третий глазыңызды ашасыз да, бәрін біліп отырасыз. 10 адамға ашамыз, 771, 208, 26, 32. Құны 99.000 теңге. 317.000 теңге тұрған сабақты қазір не бәрі 99.000 теңгеге берем. И переход деген самый глубины оянудың сабағын
сыйға берем, қазір алған 10 адамға. Енді дәл қазір алған 10 адамға, онақ мен сатылмады, 10 адамға Дубайдан духи. Дубайдан духи сыйға. Дәл қазір сатылымға алғаш төлем жасаған 10 адамға 10 минуттан кейін сатылымды жабамыз. Баға қайтадан 317.000 теңге болады. Қазір небәрі квантовый скачокты 317.000 теңге тұратын 99.000 теңгеге еще құны 500.000 теңге тұратын квантовый переходты сыйға аласыз. Еще менің атымнан лично Мақпал Қаратайдан сізге посылка келеді. Духимен Дубайдан